Барлық мақтау Аллах Тағалаға тән. Аллах Тағаланы мақтаймыз, Аллах Тағаладан жәрдем тілейміз, Аллах Тағаладан кешірім тілейміз, Аллах Тағалаға тәубамен ораламыз. Жан дүниеміздегі жамандықтардан, сондай-ақ істеп қойған істеріміздің кесірлерінен Аллах Тағалаға сыйынамыз. Аллах Тағала кімді тура жолға салса, оны адастырушы жоқ, кімді адастырса, оны тура жолға салушы жоқ. Сондай-ақ Аллах Тағаладан басқа тәңір жоқтығына, әрі Мұхаммед оның құлы әрі елшісі екендігіне куәлік етеміз. Сондай-ақ пайғамбарымызға Аллах Тағаланың салауатын, рахымын, сәлемін, берекелерін тілейміз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Құрметті жамағат, Аллах Тағала білім жолында басып келген әрбір қадамдарыңызды еселеп сауаптар жазсын. Сондай-ақ осы жүректерді өзінің нұрымен нұрландырып, иншалла осы дәрісімізді баршамызға берекелі қылсын. Жалпы Алла Тағаланың әмірімен, сәттілігімен иншалла осы мешітте Алла Тағала қаласа пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламның өмір баяны туралы дәрістер болады. Жалпы мұсылманның өте жақсы деңгейде, өте жақсы түрде толыққанды танитын мағыналардың, ұғымдардың бірі осы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям. Аллах Тағаланың елшісін жақсы танымай, біз Алла Тағаланы лайықты деңгейде жақсы тани алмаймыз. Өйткені ол кісіні жаңағы негізгі қасиеті Аллах Тағаланы ең жақсы таныған сол кісі. Аллах Тағаладан ең қатты қорыққан сол кісі. Аллах Тағалаға әбден берілген сол кісі. Сондықтан пайғамбарымызды тануымыз арқылы біз Алла Тағаланы, Раббымызға қалай шүкір ету керектігімізді, қалай бойұсыну керектігімізді, қалай ғибадат қылу керектігімізді, міне сол нәрселердің барлығын сол кісі арқылы үйренеміз. Сондай-ақ дін, өзіміздің асыл дініміз осы ислам діні, дінді де біз лайықты деңгейде тани алмаймыз, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламды лайықты танымайынша. Сондықтан пайғамбарымыздың өмір баянын оқудағы негізгі мақсат сол кісінің, бір сөзбен жинап айтқанда, сол кісі сіздің өнегеңізге, идеалыңызға айналуы. Сол кісіден сол кісіге қатар ешқандай адамның жер бетінде идеал тұтылмауы. Міне, ол кісі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламды аталап өзі Хиджр сүресінде де лағамрука деп ғұмырмен ант еткен. Өздеріңіз ойлай беріңіздер. Ибн Аббас радиаллаху анху айтады, мен естімедім дейді, Алла Тағаланың бір пайғамбардың өмірімен ант еткенін, тек қана Мұхаммед пайғамбардың ғұмырымен ант еткенін айтпағанда дейді. Сондықтан ол кісінің ғұмырымен Аллах Тағала ант еткеннен кейін, ол кісінің ғұмырында кемшілік жоқ деген сөз. Ол кісінің әрбір сәті, секунды, минуты Алла разы болған ғұмырда. Сондықтан иншалла сол кісінің өмірі бізге рухани байлықты әкеледі. Өте үлкен дәрежеде рухани байлықты береді бізге. Иншалла соны біз Алла Тағаладан сұрап, соны тілейік, сол нәсіп болсын баршамызға. Жалпы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламның өмірін бастардан бұрын кіріспе ретінде Адам алейхиссаламнан бастап сол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям келетін уақытқа дейін, келетін жылға дейін бір қысқаша шолу жасасақ бүгінгі сабақта. Өйткені бұл кіріспе өте маңызды. Сонда біз пайғамбарымыздың келудегі мақсатында жаңағы соңғы пайғамбар деген, пайғамбарлардың мөрі деген ұғымына дейін өте жақсы дәрежеде түсіне аламыз. Аллах Тағала көктерді және жерді және адамзатты жаратқаннан кейін оның мақсатын баяндады. Әл-Әмбия, пайғамбарлар деп аталатын сүреде Алла Тағала айтады: Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Ва ма халақнас самаа вал арда ва ма байнахума лағибин. Ей адамзат, аспанды және жерді және оның екі арасындағы күллі нәрселерді, оның ішінде біз де бармыз, ойнап жаратпадық дейді.
ойын үшін жаратпадық дейді. Біздің ісіміз ойын емес дейді Алла Тағала айтады. Лау арадна ан наттахиза лахван. Егер де біз қандайды бір ермек ұстауды, бір нәрсені ермек етуді қаласақ еді дейді Алла Тағала. Алла Тағала пәк ондай сипаттардан жалпы адам баласы түсіну үшін айтып отыр. Қандайды бір ермекті біз алуды қаласақ еді, латтахазнаху мин ладунна ин кунна фаилин. Егер де оны істемекші болсақ, оны өз құзырымыздан ақ жасап алар едік қой дейді. Бірақ біздің ісіміз ойын емес, мынау дейді. Қараңыздар келесі аятқа. Бәл нақзифу бил хаққи алал батили. Біз ақиқатта келемізде, хақта келемізде, жердің бетіндегі тарап отқан жалғанды бір соғамыз дейді. Міне. Фаядмағаху. Жалғаннан түк қалдырмайды дейді сосын ол. Файза хуа захиқун. Жалған деген нәрсе жойылады дейді. Хақ қана жайылады дейді. Яғни әрбір жіберген елшісі арқылы. Валакумул вайлу мимма тасифун. Ал енді сендерден жаңағы ақиқаттан жұрдай болып, басқа нәрселерді ұстап, басқа нәрселерді сөйлеп, басқа нәрселермен айналысып жүргендерінің барлығы өздеріңе қайғы болып жетеді дейді ертең. Міне сондықтан Алла Тағала Адам алейхиссаламды жаратты. Шолу жаңа қысқаша түрде болады иншалла. Өйткені әрбір пайғамбардың өмірі өте үлкен тарих, өте үлкен ғибратқа толы мағыналар. Бірақ жаңағы шама келгенше қысқартуға тырысамыз. Алла Тағала адамды жаратқаннан кейін адамнан серт алды. Жәннатқа қоя берді де, жұбайы екеуін қалаған нәрселеріңді жеңдер деді ма жәннаттан. Бұл Алланың рұқсаты, Алланың разылығы. Сосын мына ағашқа жақындамаңдар деді. Ла тақраба хазиги шажара, мына ағашқа жақындамаңдар, фатакуна миназ залимин. Әйтпесе менің хақыма әділетсіз істегендерден боласыңдар деді. Менің хақыма әділетсіздік істегендерден боласыңдар деді. Сөйтіп серт алынды. Естідік те бойсындық деді Адам алейхиссалам. Соны енді Алла Тағала айтады. Жаңа Тоха сүресіндегі аяттарын келтірсек, аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Ва лақад ахидна иля адама мин қаблу фанасия. Ей пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям, сөзсіз біз бұрын адамнан серт алған едік дейді. Ағашқа жақындама деп. Фанасия. Сертті ұмытып қалды дейді адам. Сертті есінен шығарып алды. Валам наджид лаху азма. Біз оны сертке табанды түрде таппадық. Серт қалай бұзылды деген кезде Вайзкулна лил малаикати сджуду ли адама фасаджаду илля иблиса аба. Сол бір кез біз періштелердің барлығына адамға сәжде қылыңдар. Мен таңдаған адамды құрметтеңдер. Сәжде қылыңдар деген кезде күллісі сәжде жасап, ібліс қана бас тартты дейді сәжде жасаудан. Сол оқиғадан кейін біз адамға тағы да ескерттік дейді. Фақулна я адам, ей адам, инна хаза адуун лака, сөзсіз мынау сенің дұшпаның. Вали заужика, және сенің жұбайыңның да дұшпаны бұл. Фала юхриджаннакума минал джаннати фаташқа. Екеуіңді жәннаттан шығарып жіберіп жүрмесін алдап. Сөйтіп бақытсыз болып қалмаңдар, жәннаттан айырылған бақытсыз болып қалмаңдар дейді. Сосын Алла Тағала бұл жердегі жалпы өмірді түсіндірді. Инналака алла таджуға фиха ва ла тағра. Сөзсіз ей адам, ей адамның жұбайы, сен бұл жәннаттың ішінде егер бұйрығымды орындап жүретін болсаңдар, ешқашан бұл жерде сендердің қарындарың ашпайды, әм ешқашан жалаңаш қалмайсыңдар. Сондай-ақ сен бұл жерде ешқашан шөлдемейсің де, сондай-ақ ешқашан бұл жерде ыстықтамайсың. Өстіп күлді нәрсе баяндалып серт алынғаннан кейін адам жаңаға иманмен ақылға тапсырылады ғой енді. Сөйтіп бір сәтін күтіп, ібліс келіп, шайтан келіп оған уәсуәс қылды дейді, азғырды. Біздің кез келгенімізді азғыратыны секілді.
Мына бір мысалды келтіріп қояйық. Қазір бүйтіп кетіп бара жатқан кезде жолда ана жерде бір ақша жатса, сол жерде бізде иман бар, ақыл бар. Сөйтіп жаңағы ақшаны алып қалтамызға салатын кезде біз не істедік? Біз иманды да, ақылды да қолдан бердік. Шайтан қыр ал деді ойға. Біз алдық. Осындай дәрежеде жаңағы адамның ақылды қолдан беру деген нәрсе болады. Сөйтіп шайтан азғырды да шайтан тәсілдерін жасады дейді оған. Я адам, кәл адуллука ала шажаратил хулли. Мен саған бір мәңгілік ағашын көрсетейін де. Мен сені бір мәңгілік ағашын көзіңе көрсетейін. Ау мулкин ла ябла. Немесе мен саған бір сондай билікті, патшалықты сілтейін. Ол ешқашан түгілмейді. Яғни ешқашан үзілмейді, сарқылмайтын бір патшалықты деп қызықтырды. Осы нәрсеге қызыққаннан кейін жаңағы біз ана ақшаға қызыққан секілді. Фаакала минха. Адам да, жұбайы да жеп қойды ол ағаштан дейді аты. Фабадат лахума сауатухума. Нұр болған еді үстілері. Екеуінің де ұятты жерлері ашылып қалды дейді. Біздікіндей киімсіз түріміз сияқты ашылып қалды. Сөйтіп ұялғаннан, ұят иманнан болғандықтан фатауфиқа яқсифани алейхима мин варақил жанна. Сол жәннаттағы жапырақтарды алып үстілеріне жаба бастады. Қатты қысылған түрде, ұялған, қиналған түрде білдіріп қойғандары қазір жүректерінде жұмыс жасап тұр. Осылайша Алла Тағала айтады: "Ва аса адаму раббаху." Адам Раббысына тілазарлық жасап қойды. Фағуа, ақылды қолдан берді дейді. Ғуа деген сөз санасыз болып қалды, ақылсыздық істеп қойды деген нәрсені білдіреді. Міне. Сосын Аллах Тағала Адам алейхиссаламның көкейіне жаңағы солқылдап тұрған жүректі көреді Алла Тағала. Қиналып тұрған адамның жүрегі. Ол білдірді, бірақ ол білдіргеннен кейін ол қатты қиналып, өкініп, Раббысына қарай алмай тұрған күйде болады. Ал іблис кеше сәжде жасамағанда, ол мүлде мұңайған жоқ ол. Ол разы болды өзінің ісіне. Адам қиналып кетті. Сол солқылдап тұрып, сөйлеуге батылы жетпей тұрған адамның санасына Алла Тағала «Фаталаққа адаму мин раббихи калиматин». Алла Тағала айтылатын дұғаны көкейіне салып жібереді ғой. Жүрек дайынды. Сонда екеуінен дұға шығады. Роббана соламна анфусана. Раббымыз біз өзімізге әділетсіздік істеп қойдық. Вайлам тағфир лана ва тархамна ланакунанна минал хасирин. Егер сен бізді рахмыңа, кешіріміңе өлемесең, рахмыңа алмасаң, онда біз біттік, заяға кеткен түріміз ғой, Раббымыз. Яғни енді бізге арғырай мүмкіндік жоқ қой, сен бермесең мүмкіндікті деп. Мен сол кезде Аллах Тағала сүммәчтабаху раббуху. Раббысы оны қайта таңдап мүмкіндік берді. Фатаба алейхи, тәубасын қабыл етті. Вахада, сөйтіп тура жолға салды дейді. Содан кейін Алла Тағаланың даналығы қалағаны вақала ихбита минха жамиан. Ей адам, ей хауа, екеуің де барлықтарың бағдукум ли бағдин аду, бір-бірлеріңе дұшпан болып түсіңдер жерге, осы жерге қазір біз өмір сүріп жатқан. Сосын айтты: "Фа имма яътияннакум минни худа." Ей адамзат, қайсы бір заманда менің тарапымнан тура жол келетін болса, елші, пайғамбар, кітабымен, фаман иттабаға худая, кім менің тура жолыма ілескен болса, фәлә ядиллу вәлә яшқа, ешқашан адаспайды, ешқашан бақытсыз болмайды дейді. Ал енді сол елші келіп сөйлеген кезде, тура жолымды жеткізген кезде, вәмән ағрада ан зикри, кім мені еске алудан теріс айналатын болса, фа инна лаху маишатан донка, біз оны осы өмірде руханияттан жұрдай, тек қана материалдық, карьерлік, сондай бір мұңға салып қоятын өмірді береміз дейді. Дүниенің өмірін береміз дейді оған. Ол тыныштық таппайды дейді бұл өмірде.
Ва нахшуруху яумал қиямати ағма. Сосын қиямет күні оны соқыр қылып тірілтеміз дейді. Сол кезде ол қиямет күні сол адам айтады дейді. Қала робби лима хашартани ағма ва қад кунту басира. Раббым, неге мені соқыр қылып тірілттің? Мен дүниеде нақты көрген едім ғой, көзім бар еді ғой. Сонда Алла Тағала айтады екен: казалика ататка аятуна. Сол бір кез саған аяттарымыз келген еді, елшілеріміз арқылы. Фанаситаха. Сен оны менсінбедің, ұмыта салдың оны. Не керек мына нәрсе деп. Ва казалика ал-яума тунса дейді Алла Тағала. Дәл осылай сен бүгін мәңгілікке ұмытыласың дейді. Яғни Алланың рахымына мүлде жақындай алмайсың дейді. Енді болды. Міне сондықтан Адам алейхиссалам осы аманатпен жердің бетіне түседі. Хауа анамыз екеуі. Сөйтіп Алла Тағала олардан ұрпақ шығарады жердің бетінде. Қаншалаған ерлерді, қаншалаған әйелдерді жердің бетіне тарата бастады дейді. Адам алейхиссалам осы тура жолмен, осы нұсқаумен өзінің ұрпақтарын басқарып, соларға жетекші болып, жаңағы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтқандай, Адам алейхиссалам мен Нух пайғамбардың арасы 10 буын дейді. Ашарата құрун деп келген, тілдік мағынада 10 ғасыр. Бірақ біздегі ғұрыптағы ғасыр деген сөз ол 100 жылды қамтиды. Ал енді ол кездегі адамдардың ғұмыры, мысалы Адам алейхиссаламның ғұмырының өзі жаңағы 1000 жылдан тұрған өзі. Нух пайғамбардың өзі Алла жолында шақыруына кеткен жылдың өзі 950 жыл. Міне сондықтан Адам алейхиссалам мен Нух пайғамбар шығатын күнге уақытқа дейін 10 буын өткен екен. 10 буын. Бұл буынның барлығы қандай сипатта болды десек, Алла Тағала Бақара сүресінде тағы да басқа аяттарда айтады: "Ва кана насу умматан вахида." Адамдар Нух пайғамбар келгенге дейін бір ғана үмбет болған дейді. Жалғыз Аллаға ғана құлшылық қылған, тура жолды ұстанған. Сосын фахталафу, сосын қайшылық басталды. Мына ең соңғы насихат айтылып атады, келесі буын келеді, насихат айтылып атады, келесі буын келеді, насихат айтылып атады. Мысалы, жаңағы 10 буын деп жатыр ғой. Сол 8-ші, 9-ші буындарға келген кезде насихат айтылмай бастайды. Насихат қатты айтылмайды. Жамандықтан қатты тоқтатылмайды. Жақсылықтар бұйырылмайды. Мына буындар әлсіреп осындай нәрсеге келеді де, шайтанның сол кезде жаңағыдай азғырулары өтетін болады. Сол өткен кезде адамдар жаңағы пұтқа табынып кетеді. Ол кезде Уат, Суа, Алла Тағала Нух сүресінде айтқандай, Яғус, Наср деген 5 салиқалы адам болады. Нух келмей тұрған кезде әлі. Сол 5 салиқалы адам жақсылыққа шақырып, жамандықтан тыйып, Алла Тағаланың бұйрығымен халықты дүзеп жүреді. Сол 5-еуі дүниеден озғаннан кейін оларды жақсы көрген халық оларды қимай, бұл кісілерді тек қана біз емес, шіркін бұл кісілердің түрін біздің ұрпағымыз да, немереміз де тану керек. Сондықтан біз бұларға мүсін жасап қояйық дейді. Осындай махаббаттың артық қылам деп тыртық қылатын жағдайлар болады. Содан 5-еуіне мүсін тұрғызылады. Сөйтіп олардың арам ниеттері жоқ. Балаларын әкеп, міне, мынау біздің ұстаздарымыз болған, мынау біздің осындай салиқалы адамдарымыз болған, бізге әрдайым жақсылыққа шақырып, жамандықтан тоқтататын, мынау Уат, мынау Ясухтың мүсіні, мынау жаңағы Яғустікі, мынау Яғуқтікі, мынау Насрдікі деп түсіндіріп, балалары сөйтіп танып жүреді. Сөйтіп уақыт өтеді, келеді. Кейін жаңа насихаттар тоқтап, әрбір нәрсе өзінің мақсатынан ауытқиды. Сөйтіп білімсіз буын қалған кезде шайтан кеп, мыналар босқа тұрсындар, тұр деп ойлайсыңдар ма? Бұлар сендерді Құдайға жақындататын нәрсе сыйыныңдар дейді. Сөйтіп сол адамдардың санасы солай билеп, жаңағы бес нәрсе Құдайға айналып кетеді. Сөйтіп сыйыну басталады, құлшылық барлық тәртіп бұзылады, бұрынғыдай тура жол жоқ, әркім өзінің ойына келгенін істейді, неше түрлі күнәлар тарайды. Міне осы кезде Алла Тағала Нух пайғамбарды жібереді. Нух пайғамбар Алла Тағаланың елшісі болып келеді.
әуелу расулин урсила нух дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Ең әуелгі елші жіберілген ол нух дейді. Яғни мағынасы жердің бетінде ең бірінші бүлікшілік басталған кезде, ең бірінші бүлікшіліктің кезінде жіберілген бірінші елші сол нух деп жатыр. Сөйтіп нух алейхиссалам оларды шақырумен болады. Әбден қанға сіңіп кеткен. Нухтың да айтатын оларға жаңағы пайғамбарымыз Алла Тағала Құранда айтқандай жалпы қағида. Кез келген елші Алла Тағала тарапынан жіберілген кезде мынандай бұйрықпен келеді. Алла Тағала айтады: "Ва ма арсална мин qablika мин расулин". Ей пайғамбар, сенен бұрын қандай да бір елшіні жіберген болсақ, илля нухи илейхи, біз оған тек қана мына бұйрықты уахи ететіміз дейді. Ол қандай уахи, қандай бұйрық, қандай талап? Аннаху ла илаха илля ана деп айтады екен Алла Тағала. Менен басқа тәңір жоқ деп. Фабуду, тек маған ғана құлшылық қылыңдар деп. Міне тәртіп өзі осыдан бастап түзеледі екен да. Егер бұл кетсе, тәртіпсіздіктің күллі тармағы шығады екен. Сондай-ақ тәртіпсіздікті түзеу үшін осы өзектен басталса, тәртіптіліктің күллі тармағы шығады екен да. Көрсек қандай. Соқтан осы нәрсемен келген. Алайда олар Нухты менсінбейді, тыңдамайды. 950 жыл Нух Алланың осы сөзі сөйлеумен болады. Сосын ақырет негізгі тақырып, екінші орында тұрған қиямет, Алланың алдына барамыз, есеп бересіңдер деген нәрселер. Осының бәрін күлкіге айналдырады, қабылдамайды бұндай нәрселерді. Әрдайым оларға елші келіп сондай сөзді сөйлеген кезде, мысалы Алла Тағала айтқандай Құранда: "Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Ва иза қила лахум таалау". Егер де оларға айтылса, келіңдер. Илама анзалаллах, Алланың түсірген уахиына, кітабына. Ва илар расули, және елшіге қарай келіңдер десе, ол халық былай деп айтатын дейді: "Қолу хасбуна ма ваджадна алейхи абаана". Бізге жеткілікті нәрсе біз аталарымызды, осы жақын аталарымызды деген сөз. Өйткені алдыңғы аталары тура жолда болған. Көрдіңіз ғой? Осы аталарымызды қай жолда таптық біз, сол ғана бізге дін. Осы нәрсе бізге жеткілікті. Сосын Алла Тағала айтады: "Ауалау кана абаухум", егер де жақын аталары ла яғламуна шейя, ақиқаттан еш нәрсе білмеген болса, вала яхтаду, және исламды шын мәнінде дін тұтып ұстанған болмаса оны, сонда да ере бере ме дейді. Сөйтіп Нух пайғамбар 950 жыл бойы осы дағуатын жасайды. Алайда азғантай ғана адамдар иман келтіреді. Сонымен кез келген пайғамбар Алла Тағала өзіне білдіргеннен кейін қауымынан енді ешкім иман келтірмейді деп мынандай дұғаны жасайды екен олар: "Роббана афтах байнана ва байна қаумина" деп. Раббымыз, біз бен мына қауымымыздың арасына өзің аш үкіміңді. Анта хойрул фатихи бил хаққи, ақиқатпен аш, сен бұл жағдайдың барлығын ең жақсы төреші өзіңсің деп. Сөйтіп Алла Тағала кемені жасауды бұйырады Нух алейхиссалам. Сөйтіп кеме жасалады. Кеме жасалып жатқан кезде әлі мүмкіндік беріліп жатқан уақыт еді ол. Біреу келіп, неге кемені жасап жатсың деп. Сосын Нух оған топан су болайын деп жатыр деп. Сосын онда мен құтылайын деп айтам екен деп, сол нәрсе үшін істеліп жатқан істер болған. Алайда олар оны мазақ қылды. Мына шөл далада кемені не істеп жатсың сен деп. Өйткені иман болмағаннан кейін, жаңағы бізде де мысалы кім барып келіп ол жаққа деген сөздегі сондай жағдайлар бола береді болды. Сөйтіп қорытындылай келген кезде иман келтіргендер жаңағы кемеге мінеді, басқалары сол үйлерінде қалады. Сөйтіп Алла Тағаланың әмірімен топан су келеді, көктен де құйылады су, жердегі қойнаулардан да шығады. Сөйтіп әлемді топан су басады. Сөйтіп кеменің ішіндегілер ғана құтылып, кемеден тыс қалғандардың барлығы Алла Тағаламен әмірімен құртылады. Міне бұны Алла Тағала ислах деп айтады. Әл-ислаху фил арди, жердің бетін түзедім дейді. Жердің бетін түзедім дейді.
Түзулер кімдер? Нух және Нухпен бірге иман келтіргендер. Енді олар жаңағы тура жолдың нұсқауымен ары қарай жалғасады. Тура жолдың нұсқауымен ары қарай жалғасады. Сөйтіп Абу Зар радиаллаху анху пайғамбарымыздан бір риуаятта сұраған кезде, Нух пен жаңағы Ибрахимнің арасында қанша уақыт деген кезде ашарата құрун деген 10 буын өткен дейді. Нух пен Ибрахимнің арасында 10 буын өткен дейді. Нух алейхиссаламның Сәм деген ұлы, сол Сәм деген ұлынан тарайды Ибрахим былай қарай. Осы аралықта Алла Тағала жіберген елшілері негізгі Құранда аталған Худ пайғамбар. Худ пайғамбарды Алла Тағала өзінің қауымына жібереді. Ол Ат деп аталатын қауым. Сол Ат қауымына келеді. Ат қауымында Алла Тағала сондай ерекше күш берген оларға, енді дене тұрғысынан, қуат тұрғысынан мықты болған. Тіпті Худ оларды әрдайым жаңағы имандылыққа шақырып атқан кезде, азапты кейде ескерткен кезде, мән әшәдду минна қуа деп айтатын. Тіпті өздерінің күштеріне соншалықты алданған, бізден күшті кім бар, ей Худ деп. Сонда білмеді ме дейді олар, оларды жаратқан Алланың олардан қанша күшті екендігін деп. Сөйтіп біз желді жібердік дейді. Ана күштілігімен мақтанған үшін, дене тұрғысынан, мықтылық тұрғысынан, Алла Тағаланың оларға жіберген азабы бастарында 1 апта ойнайды. Ол өте қатты жел болады, өте суық сондай. Сүріп жіберетін да, өте қатты боран келіп, 7 түн бойы айналдырады ғой бұларды, бір ауылда. Сосы жерде жатады бәрі болды. Ана құрма ағаштарының қурап қалған, босап қалған діңгектері сияқты. Кімге зиян жасады дейді Алла Тағала. Бұлар өздеріне ғана зиян жасады дейді болды. Қайтаран кім аман қалды? Худ және иман келтіргендер. Олар жалғасады одан кейін. Біраз уақыт жақсы келе жатады да, қайтаран насихаттар азаяды, адамдар өздерінікін істей бастайды. Сөйтіп тағы бұзылады. Алла Тағала Салих деген пайғамбарды жібереді Сәмуд қауымына. Сәмуд қауымына да мына дүниені Алла Тағала соншалықты күшті үйреткен, тіпті тастардан керемет сарайлар салатын. Тауды барады да, тауды сарайға айналдырып жібереді ғой, үйлерге айналдырып жібереді. Сондай дәрежеде бұлар күшті, мына дүниені мықты меңгерген адамдар еді негізі. Қолдарынан келмейтін сала жоқ еді. Алайда тек қана бір жетіспей тұрған нәрсе, Алла Тағаланы мойындамайды, ақыретті мойындамайды. Салих пайғамбар оларға бұлай да шақырады, бұлай да шақырады. Сосын олар жаңағы мұғжиза сұрайды. Егер мұғжиза келтірсең бізге, онда біз сенеміз деп. Алайда ол мұғжизаны басым көпшілігі көңіл қалауымен сұрайды. Шын мәнінде иман іздеп, иман тілеп сұрамайды ол нәрсені. Сонда жаңа таулардан үй қашап жасап атқаннан кейін, өз қай заманда қай нәрсе тақырып болса, күллі несі сол нәрсені ғана сөйлейді екен ғой адам. Мына тау деген нәрсе өздерінің негізгі тақырыбы болғаннан кейін, мына таудың ішінен шығарсын мұғжизаны деген ғой. Мына таудың ішінен бір түйе шыға келсін дейді. Сосын біреу келеді да, ол буаз болсын дейді. Біреу айтады, ол міне төлдеп атқан кезі болсын, шыққан кезде шығып атқанын көрейік дейді. Айтқан сол екен, Алла Тағаланың әмірімен таудың ішінен бір түйе шыға келеді. Ал енді не істейді? Енді серп орындалу керек, иман келтіреміз деді. Сөйтіп бұлар жаңаға түйені Салих пайғамбар оларға айтады, мына түйеге тиіспеңдер, үлкен жамандыққа ұшырайсыңдар. Алланың мұғжизасы соңғы мүмкіндігі сендерге. Бұған тиіскен адамға одан кейін ешқандай жарылқау болмайды. Сосын іштеріндегі бір тентектері шығып, қазіргі тілмен айтқанда торпеда. Несіне қорқамыз оны? Маған беріңдер, мен барып өлтіре салайын дейді. Сөйтіп қасына жаңағы бір 8 адам ертіп алып, өзі 9 тентек болған сол ауылда. Положенияға қараған ғой. Сонымен жаңағы сөйтіп келіп ана түйені өлтіреді ғой бұлар. Өлтіргеннен кейін Худ пайғамбар қатты қорқып, Салих пайғамбар оларға айтады, 3 күн уақыт берді сендерге Алла Тағала. Болды. 3 күннен кейін келеді азабы деп. Сол 3 күннен кейін олардың астынан да үстінен де таудың үстіне тығылады олар.
таудың ішінен де Алла Тағала үлкен сілкініс, жер сілкіністерін жасап, олар да құртылады. Сөйтіп Салих пайғамбармен иман келтіргендер қалады. Кейін Салих пайғамбар Алла Тағаладан алған нұсқаумен басқарып, келесі буын былай қарай жалғасады. Одан кейін Алла Тағала Шуғайб деген пайғамбарды жібереді Мадиян еліне. Мадиян елін Құранда аталған кезде Асхабул Айка деп айтады, жаңағы айкалықтар. Үлкен айка деген ағаш болған дейді, сол ағашқа да табыну рәсімдерін жасаған олар деп. Қай заманда болмасын, құрметті жамағат, елдің келетін сөзі сол: Алладан басқа тәңір жоқ, Аллаға құлшылық қылыңдар, елшіге бойұсыныңдар, Алланың нұсқауымен жүріңдер, және міндетті түрде қиямет күні Аллаға қайтамыз. Сол секілді Мадиян еліне де келген жаңағы Шуғайб пайғамбар да оларға осы нұсқауларды білдіреді. Сондай-ақ ол қоғамда таразыда жеу, қарақшылық жасау, жаңағы осындай әртүрлі зұлымдық қылмыстар болып жатады. Сол қылмыстардың бәрін атап тоқтатады. Таразыда жемеңдер, бір адамдарға күлмеңдер, қарақшылық жасап жолда отырмаңдар. Осы нәрсенің барлығын жаңағы Шуғайб пайғамбар оларды тоқтатады, тыяды, бірақ олар да қабылдамайды. Азғантай адам иман келтіреді, сонымен қалғаны сол қарсылықтарында Алла Тағаланы мойындамайтын күпірліктерінде қасарысып алады. Сөйтіп бұларға да Алла Тағала бастарынан бір үлкен сілкініс жасап, барлығы қырылады. Жоқ. Бұл жерде Алла Тағаланың айтып жатқаны: кімге зұлымдық жасады дейді бұлар. Бітті ғой дейді, жоқ қой енді. Енді тек қана Алланың алдына қайтып, мәңгі тозақпен ғана жазаны өтеу ғана бар. Сөйтіп өстіп уақыттар өтіп, жаңа Нух пен Ибрахим алейхиссаламның арасында 10 буын бар дегендей, Ибрахим пайғамбардың заманы келеді. Ибрахим пайғамбардың заманы келеді. Ирак деген жерде, сол жақта жаңағы дүниеге келеді. Сол жақта өзінің әкесі және қауымы, олар да мүсіндерге табынады. Ибрахим алейхиссаламды жаңа Мариям сүресінде мысалы айтады: «Васкур фил китаби Ибрахима». Кітапта адамзаттың тарихындағы Ибрахимді еске ал, ей пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. «Иннаху кана сиддиқан набия». Ол сондай шыншыл пайғамбар еді дейді. Жас жігіт. Алла Тағала таңдады оны, тура жолға шақырады. Сонда ең бірінші әкесінен бастап сөйлейді. «Исқола ли абихи». Сол кезде өзінің әкесіне айтқан еді: «Я абати». Насихаттың кезіндегі әдепті үйретіп отыр. «Ей әкетайым» деп бастайды екен Ибрахим. «Лима тағбуду ма ла ясмағу ва ла юбсиру ва ла юғни анка шей'a». Ей әкетайым, сен неге? Жаңа мүсінді көрсетіп айтады екен: естімейтін, көрмейтін, және саған мүлде пайда бере алмайтын нәрсеге табынып жүрсің, әкетайым. «Я абати», ей әкетайым, мен ойымнан сөйлеп тұрған жоқпын. «Инни қод жаәни минал илми ма лам яътика фаттабиғни». Маған Алла Тағаланың тарапынан сізге келмеген білім кеп қалды. Таңдауы Раббының маған түсті. Маған ілес, әкетайым. Алла Тағала баланы әкесінен шақыруға дейін сөйлетеді екен да. Көрдіңіз ғой? «Ей әкетайым, маған ілесіңіз. Сізге келмеген білім келді маған» деп. «Ахдика сиротан сауия». Егер маған ілесетін болсаңыз, ей әкетайым, мен сізді дүп-түзу жолға қарай бастаймын. Сосын айтады, мүсіннің ақиқатын ашады. Мүсін деген не ол? Мүсін деген адамның көзіне бейне көрініп тұрғанмен, кез келген мүсін шайтанның проекциясы. Басқа нәрсе емес ол. Ол шайтандікі. Кім оған сыйынса, оның артында шайтан тұр. Қалың қалай деп. Дұрыс істеп жатсың дейді. Білім тура жол болмаса, біз білмейді екенбіз не істеп жатқанымызды. Сондықтан «Ла таъбуду шайтана» деп бірден айтады ғой. Мүсінді айтпайды енді. Жаңа мүсінді басында айтып кетті. Естімейтін, көрмейтін, өзіңе пайда бермейтін нәрсеге әкетайым, неге құлшылық қыласыз? Ей әкетайым, шайтанға құлшылық жасама дейді.
сосын адалдық принципін қояды. Сізді асырап атқан, осы күнді жаратқан, беріп атқан кім? Алла Тағала. Сосын айтады: «Вакана шайтону лир-рахмани асия». Ол шайтан деген рахманға тілазарлық жасаған ғой дейді. Оны Алла қуып жібергенде қуып жіберу керексің дейді оны. Не істеп жүрсің дейді оған. Міне, тақырыптардың өзін қалай келтіріп жатыр да. Сосын ең соңында айтады: «Я абати инни ахофу ан ямассака азабу миналлах». Әкетайым, менің қатты қорқып жүрген нәрсем қазір, егер сіз осы бұтқа табынуды қоймасаңыз, Алла Тағала тарапынан бір азап кеп қалама деп қорқам дейді. Бір азап кеп сізге кете ме деп қорқам дейді. Сол азап тиген күні сіз сондай күйде өліп кетсеңіз егер, фатакуна лиш-шайтани валия, шайтанның адал досы деген үкіммен өтесің бе деп ойлаймын ақыретке. Қараңыз. Сонда әкесі бәрін тыңдап тұрып: «Арағибун анта ан алихати я Ибрахим». Ей Ибрахим, сонда сен мына менің тәңірлерімнен бас тартқалы тұрсың ба? Қанша сөзден кейінгі сөзді қарасаңшы. Менің тәңірлерімнен бас тартқың кеп тұр ма, ей Ибрахим? Иллам тантахи, егер де бұлай сөйлей беруіңді қоймасаң сен, ей Ибрахим, маған ла арджуманнака, таспен өзім атқылап тастаймын сені дейді. Махджурни малия, бұлай жүр, біраз күн көзіме көрінбеші менің. Ибрахим қауымға да айтады. Алла Тағала бұйырғаннан кейін айтады. Егер айтпаса, онда Алланың насихатын жеткізбеген болады. Содан не болады ары қарай? Фамакана жауаба қаумихи. Сөйтіп оның қауымының жауабы тек қана мынандай болды дейді Ибрахимге. Бірнеше жылдық жаңа дауатты насихатты шақырып атқаннан кейін қауымы тек қана мынандай сөзді айтты дейді: «Иллан қолу уқтулуху», өлтіріңдер мына Ибрахимді. Міне. «Вахарриқуху», өртеңдер бұны. Сөйтіп жаңа от нәрсені ұйымдастыратын оқиғасын білесіздер. «Фаанжахуллаху минан-нар». Алла оны ол оттан қорғап қалды дейді. «Инна фи залика ла аятин лиқаумин юъминун». Сөзсіз бұл оқиғада иман келтірген адамдар үшін үлкен ғибрат жатыр дейді. Егер сол жерін жақсылап оқысаңдар дейді, отқа салған кездерін. Сонда Ибрахим сол шақырып атқан кезде Алланың қалауымен Ибрахимге «Ва амана лаху Лут». Лут деген иман келтіреді. Лут пайғамбар болады. Енді Лут оған иман келтіреді. Сол Лут қайтады: «Мен мына қауымнан кетіп баратырмын. Алла Тағала маған Құддус жаққа қарай, ана қасиетті орындарға қарай қоныс аудар деп жатыр» дейді. Сөйтіп қауымына айтып кеткен соңғы сөзі мынандай болады: «Я қауми, иннама тахасту мин дуниллахи аусанан». Мен сендерге айтайын дейді. Сендердің Алладан өзге мүсіндерді өз өмірлеріңе алып алған сырын, мақсатын түсіндірейін дейді. Сендер оны көп адамдарға айта бермейсіңдер дейді. Бірақ мен нақты айтып кетейін. Бұл мүсіндерді алып алған себептерің мәуәддәтән бәйнәкум фил хаятид дуния. Дүниеде бір-бірлеріңнің нәпсілеріңді сүйе алу үшін ыңғайлы нәрсе екен ол. Өйткені бұл бұйырмайды, бұл тыймайды. Өзіңдікін істеп жүре бересің, алдына келесің де бірдеңе істеп болды. Сондықтан бұл нәпсіге қолайлы нәрсе екен өте. Сол үшін сендер бұл бұлттарды өзара дүниеде бір-бірлеріңді сүюге оңай болу үшін алып алғансыңдар дейді. Сосын дейді: «Сүмма яумал қияма», сосын қиямет күні якфуру баъдукум би баъдин, сендер бір-бірлеріңе әлі кәпір боласыңдар дейді. Мойындамайтын қияметте талас болады дейді үлкен. «Ва ялғану баъдукум баъдан», бір-бірлеріңді лағнеттейтін боласыңдар. Міне. «Ва маъуакумун нар», сосын оттарың тозақ болып аяқталады. Орындарың тек тозақ болып аяқталады дейді. Міне. «Ва ма лакум мин насирин», сол отқа түскен кезде ол оттан құтқарушы жәрдемшілерді таба алмайсыңдар дейді. Ибрахим алейхиссалам сөзі. Сосын айтады: «Инни мухаджирун иля рабби», мен енді Раббыма қарай хижрат қыламын деп, Алла Тағала оны келесі тапсырмаларына қарай алады. Ол жаңағына Құддус пен мына жақта Мекке бар. Мына осы екі арада үлкен қызметке дайындайды Ибрахим Алла Тағала. Міне сөйтіп Ибрахим алейхиссаламның
жаңа Лут иман келтірген деген Алла Тағала Лутты қауымына жібереді. Осы қазір ғана Өлі теңіздің қасындағы Иордания деген жерде. Сол жердегі қауымға жібереді. Лут пайғамбардың жаңа несі өте қиын болады. Оның барған қоғамы, өйткені ол басқа қоғамдарда болмаған бір еркек пен еркектің арасындағы нәрсені күні түні істейтін бір қоғамға келеді. Сол жерге жібереді Алла Тағала оны. Ана қауым деген ешкімді пысқырмайды. Күні түні соларды шақырады, қоймайды мүлде. Яғни қазіргі түнгі клуб деген нәрселер болады ғой, мысалы. Түнгі клубта жаңа сол ауыл сондай болады. Ауыл бүтіндей де қала, өзіңіз ойлаңыз. Лутқа өте қиын болады. Үйінен шықпай қанетіп. Сондай дәрежеге дейін қамап, бір періштелер келіп Алла Тағаланың әмірімен. Олар Ибрахимға келеді. Ибрахимға келіп, Ибрахимді Исмаилмен сүйіншіліп кетеді. Ибрахим, Алла Тағала сізге Исмаил деген баланы сыйлайын деп отыр деп. Сөйтіп, біз енді қазір Луттың қауымына бара жатырмыз, сол жерді азаптаймыз дейді. Сонда Ибрахим алейхиссалам жаңағы иман келтірген территориялық қашықтық болса да, ол жақта Лут бар ғой деп. Білеміз Лутты және оның қасындағы отбасын құтқарып қаламыз, тек қана кемпірін айтпағанда, кемпірін жаңағы қауыммен қоса тасборан қыламыз дейді. Туысқандық байланысты үзіліп кетеді екен. Сөйтіп Лут пайғамбарды Алла Тағала жақта құтқарып, иман келтіргендерді жаңағыларды таспен атқылайды ғой. Кәдімгідей. Әрбір таста сол арналған адамның аты жазылғанда. Анау адамға тиген кезде жаржы береді, тұқтамайды. Бүгін взрывчатка деген нәрселер ол, оның қасында түкке татымайды. Кәдімгідей атқыланған. Сол жер сондай қарғысқа айналып кеткен сол жерде. Өлі теңіз сол жерде, ештеңе өспейді жерде, мысалы. Міне сөйтіп Ибрахим алейхиссалам Алла Тағаланың қалауымен Исмаил деген жаңағы бала нәсіп болады оған. Ибрахим алейхиссаламның өзінің негізгі жаңа бір қасиеттері Алла Тағала Бақара сүресінде айтқандай, аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Ва изи бтала Ибрахима роббаху би калиматин. Сол бір кез Алла Тағала Ибрахимді белгілі бір бұйрықтармен имтиханнан өткізген еді дейді. Сол имтиханнан өткізгенде фаатаммахунна, өте кемеліне жеткізіп орындады ғой дейді, әрбір бұйрықты. Сонда Алла Тағала айтқан екен: инни жаилука линнаси имама. Мен сені адамдарға имам қыламын дейді. Тарихта сенің есімің ерекше болады. Сені адамдарға мен жетекші қыламын, өнеге қыламын. Осындай болған бол деп. Нағыз тура жолда болған деген емес. Сонда қарапайым Ибрахим алейхиссалам: "Қоля ва мин зуррияти", Раббым, менің ұрпағымнан да қылшы. "Ла яналу ахди золимин", әрине қыламын, бірақ менің сертім әділетсіздік басталған жерде үзіледі дейді. Әділетсіздерге орындалмайды дейді. Жаңағы осында имам жасайын деген сертім тек қана әділеттілерге ғана дейді. Сол өзіне берілген тапсырмалардың бірі, қартайған шағында сүйіп алған, қартайған шағында атаған нәсіп еткен Исмаил баласымен сынайды ғой. Сонда Ибрахим пайғамбарға Алла Тағала түс көрсетеді. Пайғамбарлардың түсі уахи деген пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям. Түсінде баласын құрбандыққа шалу әмірі бұйырылып жатыр екен. Содан баласына келіп айтады: "Ей балақайым, мен түс көрдім. Түсімде сені құрбандыққа шал деп отыр Раббым. Фанзур маза таро, енді сенің ғана пікірің қалды" дейді. Сонда баласы айтады: "Я әбәти", әдептердің қараңызшы, "Я әкетайым, ифал ма туъмар", бұйырылған нәрсені орындаңыз. "Сатаджидуни иншааллаху минас сабирин", Алла қаласа мені сабырлардан табарсың. Сөйтіп жаңағы осындай нәрсеге әкеп, құрбан шалынатын жерге әкеп,
жатқызып рәсім басталайын деп жатқан кезде Алла Тағала періштені жіберіп: ей Ибрахим, түсіңдегі бұйрықты растадың, ол ары қарай дәлелдеп қажетеміз. Сөйтіп бір қошқар түседі. Мына мәселе жаңағы нәрсені орындату емес. Мәселе адам Раббысының әміріне сене ала ма, сенемей ма? Яғни сол істің соңында оған тек қана жақсылық қалайтындығына. Кейде адам күмәнданып қалуы мүмкін да? Мысалы, сізге жұмыс таба алмай жүресіз, сосын жаңағыдай бір харам жұмысқа кіруге болмайды сізге. Сосын харам жұмыстан сақтанасыз, сол кездерде бір енді қайтем аштан қалып қалам ба дегендей нәрсеге келуі мүмкін сөзіңізді. Сонда Алла Тағала сол бар ма ана нәрселерге деген сенім, сол нәрсеге сен сене аласың ба, осы ісің сенің жақсылықпен аяқталмай қоймайды деп. Сондықтан Аллаға сену деген нәрседе, құрметті жамағат, көбінесе біздің шүкірсіздік жасайтын себептеріміз, шүкірсіздік жасауға итермелейтін сөздер бізде жаңа істер, жағдайлар. Ол Алла Тағалаға сенгенмен Алланың уәдесіне де сену деген нәрсе бізде әлсіз өте. Сол жерде біз жарамай бүйтіп сүрініп қалып жатқан жерлеріміз болады да. Көрдіңіз, екеуі уәдесіне білет Алла Тағала не айтып жатқанын, білет Алла Тағала жамандықты ешқашан қаламайды, жақсылықтан басқа нәрсе қаланбай тұрған. Сөйтіп қошқар түсу керек болып тұр екен да. Сол қошқар түседі, сол қошқарды құрбандыққа шалынады. Не осы Ибрахим алейхиссалам 13 жылдан кейін Исхақ деген баланы сыйлайды Алла Тағала. Сөйтіп Исмаил және Исхақ екі баласы. Исхақ Сара анасы, бұлар жаңағы Құдыс жақта болады. Қазіргі Ақса мешіті. Сол жерде Ибрахим қараған, сол жақтың жағдайына қараған, насихатына, күллі істерге. Сосын Алла Тағала оны Меккеге апарады. Меккеде қазір ешкім жоқ, Қағбаның орны тұр. Сол кездегі жағдайды айтып жатыр. Қағбаның орны тұр. Қағбаны көтеру керек. Көтеретін уақыт келді. Сол жаққа қарай Алла Тағала жіберуге Ибрахимнің жаңағы енді өмірін, отбасын барлығын пайдаланады. Ибрахимнің өмірбаянына қарайтын болсаңыз, өмірін толығымен Алла Тағала өзіне пайдаланған. Хаджар деген екінші әйелі Ибрахим алейхиссаламның. Сол Хаджар бірінші босанады. Жаңа Исмаил дүниеге келген кезде емшектегі бала әлі. Алла Тағала Хаджарды, Исмаилды Меккеге апарып тастады дейді. Тағы да жаңағындай нәрсе. Алланың уәдесіне сен аласың ба? Алла Тағала біледі ғой не істеп жатқанын. Содан Ибрахим Хаджар мен Исмаилды сол жаққа алып кетеді. Меккеге. Сөйтіп Қағбаның қасына келеді. Сол жерге жаңағы Хаджарды, Исмаилды әкеп қоныстандырады. Сол кезде дұға жасайды Ибрахим алейхиссалам. Ва исқола Ибрахиму. Сол бір кез Ибрахим айтқан еді дейді, жаңағы жерде. Робби жал хазал балада аминан. Раббым, осы қаланы бейбіт қылшы. Осы қаланы бейбіт қылшы. Ваджнубни, және мені аулақ қылшы дейді. Вабания, мына балақайларымды да аулақ қылшы. Неден? Ән-набудал аснам, мүсіндерге табынудан. Раббым, жердің беті күлісі мүсін болып отқан ғой. Адамның қатты қорқатын нәрсесі. Қайда қарасаң мүсіндер болып отқан дейді. Мына мүсінге табынудан аулақ қылшы, мені де, баламды да. Қараңыз. Осы дұғаны жасайды, бірінші дұғасы. Сосын айтады: Робби иннахун адларна касиру минан нас. Раббым, бұл мүсіндерден қатты сыйынып атқаным. Өйткені бұл мүсіндердің артында тұрған шайтандар қаншалаған адамдарды адастырып бітті ғой, Раббым, жердің бетінде. Фаман табиғани, мен сенің әміріңмен осы Мекке жаққа да келем, ана жақта, Ақса жақта да болам. Сөйтіп мен шақырам сенің тура жолыңа. Фаман табиғани,
кімде кім маған ерсе, фәиннаху минни, сөзсіз ол менен. Ва мен асани, кім маған тілазарлық қылып бойсынбаса, фәиннака ғафурур рахим дейді Ибрахим. Сөзсіз сен кешірімдісің, мейірімдісің, сен білесің әрбір мерзімді. Сосын жаңа жағдайға дұға жасайды. Роббана, Раббымыз, инни асканту, мен мына жерге әкеп қоныстандырдым. Мен зуррияти, ұрпағымның бір бөлігі Исмайылды, анасы Хажарды осы жерге. Бивадин, ғойри зизарғин, Раббым, сен алып келді едің осы сайға, мен әкелдім, бірақ мына жерде түк жоқ, Раббым. Шөп, құс, су, дым жоқ. Қарас қандай дәрежеге дейін сынаған Ибрахимді. Айтып отыр ғой, бұйрықтармен сынаған, толық орындап берді дейді. Сұрақ қоймайды ғой Раббысына. Сіз бе? Еркектің мінезі, бойсынам деген еркектің мінезі, Раббысына сұрақ қоя бермейді екен ол. Өйткені Раббысы біледі не айтып отқанында. Міне сонда жаңағы сол дұғасын айтады. Осындай жерге әкеп, міне мен ұрпағымды жайғастырдым, Раббым. Бірақ қай жерге жайғастырды деген кезде, жаңағы шөл дала болса да, айнда бәйтикәл мұхаррам, бірақ бұл сенің қасиетті үйіңнің қасы ғой. Алла тағала Қағба үшін, құрмет жамағат, қасиетті Қағба үшін шөбі жасыл, қара топырақ жер таңдамады. Қараңыз, дүниені сүймеуді қалай үйретеді бізге. Ол тастақ жерді, шөл даланы қалады. Сол жерге қойды ғой Қағбаны. Ең сүйікті құлын пайғамбарымызды сол жерден шығарды да. Қалай үйретеді бізге. Сарқырама ағып атқан таудың қастары деген жері таңдаған жоқ. Шөл даланы таңдады. Мені осы жерге мен қоныстандырдым, Раббым. Сосын нәрсесіне қараңыздаршы Ибрахимнің. Қоныстандырдым, Раббана лиюқимус сала, Раббым тек намазды тұрақты оқу үшін басқа нәрсеге келіп жүрмесінші деп отыр мына жігіт. Қараңыз. Тек намазды тұрақты атқару үшін, Раббым. Фаджғал афидата минан наси тахуи илейхим. Раббым, сондай-ақ осы жерге бір жүректері дұрыс бір қауымды алып кеш, жекжат болсын, құдаласын. Жүрегі дұрыстарды әкеш осы жерге дейді. Жүректері дұрыстарды алып кеш осы жерге. Сосын соларды осы жерде жайғастырып, көбейтіп, варзухум минас самароти, күллі жемістерден ризықтандырып қойшы, лағаллакум яшкурун, бәлкім олар шүкір етер саған, Раббым дейді. Сөйтіп көп ұзамай бұл жаққа Журхум руы келеді. Айналаның бәрінде жаңа көшпелі тайпалар болады ғой. Журхум жаңағы арабтардың бір тайпасы. Солар келіп, сол жерге жайғасады. Суды көріп, жаңа құсты көріп, Хажар анамызға кейін Зәмзәм оқиғасы бар, оның бәріне тоқталамаймыз. Жалпы сол Зәмзәм ашылғаннан кейін, ана Журхум сол жерге келіп, біз қоныстансақ бола ма осы жерге деп рұқсат сұрап, әрине болады деп, жаңағы жүректері сондай бір жақсы қауым екен. Сонымен сол жерде жаңағы Исмайыл олардан қыз алып кейін, оның өзі бір бөлек оқиғалар. Жалпы осы жерде Исмайылдың ұрпағы тарайды. Исмайылдан арабтардың бүйтіп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан жоғары көтерген кездегі шежіре Аднан деген атаға тоқтайды. Аднан Исмайылдан. Аднан мен Исмайылдың арасында қанша буын бар екенін нақты айта алмаған ешкім. Исмайылдан Аднан келеді. Аднаннан 20 шақты буын тарайды. Сол кезде жаңа пайғамбарымыздың атасы, одан кейін пайғамбарымыздың әкесі, одан кейін пайғамбарымыз салсам осы жерден шығайын деп тұр. Бұл Исмайылдан тарайтын ұрпақ. Сөйтіп Меккедегі пайғамбарлар, ол Исмайыл алейхиссалам, сол жерде жаңа қаншалаған насихатын жасайды. Сосын ең соңындағы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам шығады сол жерде. Енді мына жақта Исхаққа тоқталып кетейік. Исхақтан кейін жаңағы Яқуб келеді. Яқуб пайғамбар. Яқуб пайғамбар сол Құддыс жағында, шақарында болады. Кейін жаңағы Юсуф 12 баласы болады ол кісінің. Яқуб пайғамбарды Исраил деп айтады. Исраил деген лақап аты, екінші аты, яғни Алланың құлы деген мағына.
Сол Яқуб пайғамбардан 12 бала болады, бірнеше әйелінен. Юсуфты қызғанады ағайындары. Пайғамбардың үйінде де әкесі қанша тәрбие айтып жатса да, өзі бүлінем деген нәрсе бүлінеді екен. Сөйтіп жаңағылар әкеміз Юсуфқа қарай көп көңіл бөле береді. Сол нәрсеге жаңағы қызғанып, өздерінше соны уайымға айналдырып, бұл Юсуфтың көзін жойса қалай болады деген нәрсеге дейін болады бұлай. Оны да уәсуәс қылып жатқан бағанағы ібліс қой, көзге көрінбейтін. Сонымен әкесінен бір күні сұрап алып кетіп, ешқандай зиян болмайды, біз алып келеміз, аман-есен алып келеміз деп оны алып кетіп, жаңағы өздерінің жоспарларын, қулықтарын жасап, ана құдықтың ішіне тастап, сонымен көйлегін өтірік қанға бояп, әкесіне келіп айтады: қасқыр жеп кетті Юсуфты. Біз бір өзіміз істерімізбен шұғылданып жүргенде, оны заттарымыздың қасында отыра тұр деп қойып кеткен едік. Сөйтіп оны бір қасқыр жеп кетіпті деп, қан көйлекті алып келеді. Қан көйлекті алып келген кезде Яқуб алейхиссалам қарайды оған. Көйлек жыртылмаған. Күллі тәсілді ұйымдастырса да, бір улика қалып қояды екен бәрібір. Қасқыр жеген көйлек жыртылады ғой. Мүлде жыртық жоқ көйлекте. Сосын Яқуб енді ол балалармен көп сөйлесе бермейді. Асобрун жәмил, маған тек қана қазір әдемі бір сабыр керек болып тұр дейді, ұзақ. Білем, Алла Тағаланың бір нәрсе істеп отыр. Мен тек сабыр етем дейді соған. Раббуна мұстаған, Алладан ғана жәрдем тілеймін. Сендер енді көп сөйлей бермеңдер дейді. Сөйтіп оларға жаңағы біраз уақыт өтеді. Юсуфты жаңа құдықтан Алла Тағала алып кеп, бір керуен өтіп баратып, олар шығарып алады. Олар барып Мысырға қарай кетіп баратқан керуен, сөйтіп жаңағы бір министрге қолына құлдыққа сатып жібереді. Сөйтіп қараңыздар, Юсуф алейхиссаламды да Алла Тағала сынады. Юсуф алейхиссаламды Алла Тағала әкесі Яқубтан сұрамай алып кетті. Сұрамай алып кету деген нәрсе бар екен. Сынақ. Сөйтіп Юсуф алейхиссаламды Алла Тағала Мысырда үлкен бір дәреже сыйлағалы тұр екен де оған. Перғауындар жаңағы мемлекетін өзгертуге сол жақтағы. Сөйтіп Юсуф алейхиссаламның бұл жақта қиссасы басталады, өздеріңіз білесіздер. Ол сол жақта ең соңғы жаңа қорытындыға келген кезде қаржы министрінің мәртебесіне көтеріледі. Өзінің адалдығымен, Аллаға деген иманымен, ана абақтының ішінде отырған кездерде де адамдарға Алла Тағала туралы насихат айтып отырады. Содан күллі жаңағы Ақсадағы әкесі, жаңағы 11 бауыры бар ғой. Сол бауырларының әке шешесін барлығын Мысырға алдыртады. Сөйтіп Алла Тағала Яқубтың әулетінің Мысырда қоныстануын қалайды бір уақыттар. Кейін Яқуб алейхиссалам өмірден озады. Одан кейін Юсуф алейхиссалам өмірден озады. Перғауынның ықпалы, жаңа перғауындық биліктің ықпалы қайтадан бұрынғы тәртібіне қарай өзгереді. Сөйтіп Исраиль ұрпақтары қатты жаңа қыспақ көреді. Бодандықта, құлдықта, езгінде сондай нәрседе өмір сүретін уақыт келеді. Содан енді олардың іштерінде жаңағыдай дұғалары бар, сұрап жатқан. Алла Тағала сол жақтан бірнеше буын өткеннен кейін Мұса пайғамбарды шығарады. Сөйтіп Яқуб пайғамбар, жаңағы Юсуф пайғамбар, Юсуф пайғамбардан кейін осы Мұса пайғамбар келеді. Мұса пайғамбар екі миссияны көтереді ғой. Біріншісі Фирғауынға насихаты диктаторға айтылады. Фирғауын деп аталатын сол кездегі. Өйткені ол қанап жатыр да Исраиль ұрпақтарын. Сөйтіп қаншама мұғжизалар кетеді. Қаншама жаңағы насихаттар жасалады ол жерде. Оны өздеріңіз білесіздер. Ең соңында олар Исраиль ұрпақтарын артынан қуамыз деп теңізге батырылған толық. Теңізге батырылғаны сөйтіп Перғауын және оның әулеті толығымен азапталды, жоқ болды. Исраиль ұрпақтарын Алла Тағала теңіздің ар жағына алып шықты да тәуелсіздікті сыйлады. Бірақ тәуелсіздік сыйланған кезде сана
сана отарланған әлі. Санада неше түрлі нәрсе бар да. Аллаға бойұсыну, Алланы қадірлеу, Алла деген нәрселерге мына жақ мүлде жақсы жауап бермеді. Мұсаны көп шаршаттылар. Мұса пайғамбар Алла Тағала айтқандай Құранда аузубиллахи минаш шайтанир раджим, көп ренжіте берді, сонда Мұса айтады: "Ва исқала Муса ли қаумихи", сол бір кез Мұса қауымына айтқан еді: "Я қауми, лима ту'зунани", неге сендер мені ренжіте бересіңдер? "Вақад та'ламуна анни расулуллахи илайкум", сендер білесіңдер ғой менің сендерге жіберген Алла Тағаланың елшісі екендігімді. Фаламма зағу, сөйтіп олар Мұсаны ренжіте беретін болып, ақиқаттан, туралықтан ауытқыған кездерінде азағаллаху қулубаху, Алла олардың жүректерін қисайта салды дейді міне. Аллаху ла яхдил қаумил фасиқин, Алла Тағала бойұсынғысы келмейтін, бойұсынудан жалтара беретін қауымды ешқашан тура жолға салмайды дейді. Сөйтіп Мұсаның бұйрықтары, Алла Тағала тарапынан берілген бұйрықтарды орындамай, Мұса пайғамбарда дүниеден озып, одан кейін 40 жыл бұлардың шөлде қаңғырған кездері болады, тентіреген кәдімгі. Кейін Алла Тағала сол үлкен буын дүниеден озып, жас буын келген кезде, жас буынның ішінде Юша ибн Нун, ол Юсуф алейхиссаламның ұрпағынан. Юша ибн Нун. Мұсаның қасында тәрбиеленген жігіт жас буын иманды және тақуалықты қолға алады. Сөйтіп Алла Тағала бұларға жаңағы Құддусты ашып береді. Міне, Құддусқа кіреді олар Юша ибн Нунның кезінде. Бірнеше пайғамбарлар өтеді. Мына тақуалық пен имандылық сақталған кезде Алла Тағала сол Құддус арқылы оларға көрсетіп тұрады. Имандылықта тақуалық барлығы бар, пайғамбарды тыңдайды, Алла Тағала бойысын алады, жақсы Алла Тағала өмір сыйлайды. Қашан пайғамбарларды өлтіру деген бір қылмыс пайда болды бұларда. Өте қиын жағдай болды. Қашан пайғамбарларды өлтіру деген қылмысты бастады бұлар. Алла Тағала кешегі моңғолдар сияқты, ол кезде Бахту Наср дейді, Парсыдан болған бір патшаны шығарды да әскерімен. Күлісін қырып, қырғанын қырып, құрмайтын құл қылып, күн қылатын, күн қылу деген нәрсеге дейін барды ғой. Тәуратты өртеуге дейін. Кейін қисайып Алла Тағала қайтадан пайғамбар жібереді. Қайтадан жаңағы Құддусты алады. Міне, жақсы кезеңде қайтарып береді Алла Тағала. Қисайған кезеңде алып қояды. Және көп азапқа ұшырап отырады. Осындай заңдылықтан өткен. Мұса пайғамбардан кейінгі жаңағыдай қаншама пайғамбарлар келеді. Жаңа Юшах бар. Юшах пайғамбардан кейін Хискил деген пайғамбар келеді. Шамуил деген пайғамбар келеді. Шамуилдің кезінде Талут деген қолбасшыны Алла Тағала тағайындап, Талуттың әскерінде Дауд деген жігіт болады. Дауд пайғамбар болашақтағы. Жалутпен жекпе-жекке шығып, үлкен Жалутты дәу денеде тұрған Жалутты жекпе-жекте сол Дауд пайғамбар өлтірген. Сақпан деген нәрсе болды ондай. Қойшылар өзі қой баққан кісі, ол қой бағып жүрген жігіт қой негізі. Тасты ісіне салып, бүйтіп айналдырып лақтырған кезде жаңағы маңдайдан тигізіп, анау жерде тұрған сол құлатып, жекпе-жекте сондай жаңағы бір риуаяттарында келеді. Алла Тағала анығын, қанығын Алла Тағала жақсырақ біледі. Жалпы Құрандағы айтқан сөзінде Алла Тағала фахазамухум биизнилла, Алланың рұқсатымен олар жеңді Жалуттың күллі әскерін дейді. Вақатала Дауду Жалута, Дауд өлтірген еді Жалутты дейді. Содан сол соғыстан кейін Алла Тағала Даудтың несін көтереді. Атахуллахул мулка вал хикмата, Алла Тағала оған патшалықты берді. Енді кейінгі Исраил ұрпақтарының өткен буында патша вал хикма деген жаңағы пайғамбарлыққа сілтеп тұрған нәрсе, және пайғамбарлықты берді дейді. Оған дейін бір пайғамбар және қасында патша жүреді. Патша сол пайғамбардың нұсқауымен істейді бәрін. Мысалы жаңағыдай Шамуил деген пайғамбар болады, қолбасшы патша Талут. Дауд пайғамбардан кейін Алла Тағала патшаны да пайғамбарды да өзін қылды. Дауд пайғамбарға патшалықты да пайғамбарлықты да берді. Сондай-ақ жаугершілік заман, өте жаугершілік замандар болып жатқаннан кейін Алла Тағала Дәуітке күллі темір, мыс деген нәрселердің бәрін қолына әкеп берді. Темірден не жасаймын десе де қолдан келе береді.
сауыт мәселелері, қылыш, қарудың түр-түрі деген нәрселерді осы Дауд тұрғызып кеткен сол кезде, мықты жасады өзде. Дауд пайғамбардан кейін Сүлейман келеді. Сүлейман пайғамбардың заманында Алла Тағала егер риза болса, тақуалық пен иман деген керемет болатын болса қоғамда, күллі нәрсені бағындырып жібергісі келеді екен ғой Алла Тағала. Сол адамға да. Сонда жаңағы Сүлейман алейхиссаламның маған өзімнен кейін ешкімге бермейтін патшалық берші деп сұраған дұғасында да, мен сол патшалықты еш алданбай, Раббым саған бойсұндырып беремін мені. Менен кейінгілерді мен білмеймін, олай істей ала ма, істей алмай ма. Соны сол патшалықты береді ғой. Сүлейманға өзіңіз ойлаңыз, Алла Тағала желді бағындырғанда, желге мінеді де ұша береді. Құстармен сөйлеседі Сүлейман алейхиссалам. Құмырсқалар сөйлеп жатқан кезде естиді, не айтып жатқандарын. Құс әскерінде тұрады. Әрбір құсты сапта қажет еткен кезінде сапта болу керек ол. Күллі жын, шайтанның күллі түрін Алла Тағала бағындырып тастаған еді Сүлейманға. Осындай бір уақыт болған. Кейін Сүлейман алейхиссаламның дүниеден озуы Алла Тағаланың әмірімен болады. Сосын жаңағы одан кейінгі Исраил ұрпақтары бұл Сүлейманның несін бұзу үшін олар сиқыр үйрене бастайды. Сиқыр үйренген кезде сиқырды халықтың алдында өздеріне дұрыс деп көрсету үшін сиқырды Сүлейманға жауып жібереді. Сүлейман алейхиссалам өмірден озып кеткеннен кейін олар айтады, бұл Сүлейман негізі сиқырсыз болмаса мүмкін емес жаңағындай патшалық ұстап тұру дейді. Жер мен ұшу деген нәрселер. Көрдіңіз бе? Алланың құдіретінен сыпырып сиқырмен сөйтіп Сүлейманды сиқыр шығып жіберді да, оларға ешкім тиісе алмайтындай болып қалды. Осындай дәрежеге дейін өздерінің пайғамбарларына дейін жаман нәрсе істей салады екен бұлар. Одан кейін жаңағы біраз пайғамбарлар келеді, көп пайғамбар келеді. Ең соңғысына келетін болсақ, жаңа Закария деген пайғамбар келеді. Мариям сүресінде де Алла Тағала айтады, Закария пайғамбар Алла Тағалаға адал, сондай айналада көп жаңағы ғалым сымақтылар, тағы да басқа сымақтылар, дін неше түрлі нәрселер жаңа жүреді. Бірақ Закарияның қорыққан нәрсесі, сол Мариям сүресінде Алла Тағала айтады, Аузу биллахи минаш шайтанир раджим, зикру рахмати раббика абдаху Закария. Ей пайғамбар, біз саған Закария туралы айтайық, Раббың оны қалай рахымына бөлегендігі туралы. Изнада раббаху нидаан хуфия, сол бір кез ол Раббысына құпия жалбарынып атқан еді дейді. Инни Раббым қола инни қода ваханал азму минни, менің насүйегім қаусады Раббым, шашым ағарды, ваштағалар асы шайба, Валам акун бидуаика Рабби шақия. Раббым, мен осыған дейін ешбір дұғам сенен саған қарай көтерген дұғам жауапсыз қалмаған еді. Менің қазіргі сұрап отқан нәрсем, Раббым, мен бір нәрседен қорқам. Неден дегенде хифтул мавалия, менің артымда мына пайғамбарлық, мына діннің ісін мұраланатын адам жоқ деп қорқам, Раббым. Егер Закария қазір кетсе өмірден, одан кейін дін түсіндіретін адам жоқ бітті. Тәуратты түсіндіретін адам жоқ одан кейін болды. Сол нәрседен қорқып, мыналардың бәрі сатшы берейін деп тұрды, дафтағының бәрі. Закария сол кезде қорыққан. Раббым, мен қаусаған сондай бір кездемін. Бұл сұрап отқан нәрсем осылай болса, жаңағы Атағадан ұялып отыр ғой енді. Әйелім де осындай кемпір адам. Раббым, сен маған өз қасыңнан бір мұрагер сыйлашы. Нені мұралану керек ол? Ярисуни, менің ісімді мұралансын, Раббым. Сосын вамин әли Яқуб, Яқубтың әулетінің ісін мұралансын. Яқуб деген жаңағы о жақта басталды ғой, Исхақтың баласы. Одан кейін қаншама пайғамбарлар өтті да, мысалы. Көрдіңіз бе? Сонда Яқубтың өсиетін қайталап тұр ғой. Яқубтың өсиеті қандай болды деген кезде, Яқуб алейхиссаламға өлім келген кезде, Исхадара Яқуб әл-мауту, Ата Бақара сүресінде айтады, сол бір кез Яқубқа өлім келген, өлім сәті келіп атқан кезде, күллі балаларын алдына жинап алып, жаңа 12 баланы. Септі қараңыздар, қалай өліп кету керек пайғамбар? Немесе дінге адал адам, мысалы пайғамбарға ілескен. Мәза ta'budu min ba'di. Менен кейін не нәрсеге ғибадат қыласыңдар дейді.
оның 12 баласы Аллаға құлшылық қылып жүр ғой. Сонда бұл қайталанып тұра беретін насихат екен де бұл. Егер бұл насихат босап кетсе, бүкіл жаңағы адамзат босап кетеді. Сонда өлім сәтінде сұрайды, менен кейін кімге құлшылық қыласыңдар деп. Яқубтың иісін қараңыз. Сонда олар айтады, нағбуду илахака, біз сенің тәңіріңе бойсынамыз, Аллаға. Ва илаха абаика, сондай-ақ сенің әкелеріңнің аталарыңның Раббысына, Аллаға. Сенің әкелерің болған Ибрахимнің, Исмаилдың, Исхақтың, солардың Раббысына, илахан вахида, жалғыз Алла деп осылай біз боламыз өмір бақи. Ва нахну лаху муслимун, және біз ол Аллаға мұсылманбыз. Міне тура осылай мұраланатын бір мұрагерді сыйлашы деп отыр ғой Закария. Сөйтіп Алла Тағала періштелер арқылы хабарды жіберіп, я Закария, ей Закария, инна нубаширука би гуламин, біз сүйіншілейміз сені бір ұл баламен, исмуху Яхья, оның есімі Яхья болады дейді. Лам наджғал лаку мин қаблу самия, бұл Яхья деген атаумен біз ешкімді атамап едік дейді бұған дейін. Яхья өседі, өскен баланы енді Алла Тағаланы қараңыз қалай. Я Яхья, ей Яхья, хузил китаба биқуа, ұста Тәуратты мықтылап. Не үшін сұрап алды оны? Бала, әке баланы не үшін сұрайды өзі? Құр жаңағы сенің копияң жалғастыру үшін ба? Онда ол өте кішкентай мақсатты ол. Ол жол ұстану керек. Сұрады Яхьяны. Алла Тағала Яхьяны берді да, Яхьяға айтты, хузил китаба биқуа, кітапты қуатпен мықтылап ұста, ей Яхья. Осылайша біз ол Яхьяға дейді, кішкентай күнінен, ва атайнахул хукма собия, сәби кезінен даналықты үйреттік дейді. Бұл аят нені білдіріп жатыр? Ей мұсылмандар, балаларына кішкентай күнінен ақылды үйретіңдер дейді, ақылды. Ең маңызды нәрсе даналық. Даналық сол ақылдың жалғасы да ол. Бала күннен оған даналықты үйреттік дейді. Батайнаху жаңағы хананан милладунна, өз қасымыздан сондай бір рахымдылық сыйладық дейді оған. Рахымдылық деген қасиет өте керемет. Жанашырлық мұсылмандарға деген мысал. Ва закатан, жан дүниесіне сондай тазалық сыйладық дейді. Ва кана тақия, сондай тақуа еді өзі дейді. Ва барран би валидейхи, ата-анасына сондай ізгі мейірімдеді дейді. Яғни туф деген сөз жоқ ешқашан. Тек әкешім, анашым деп тұрады дейді. Не істеп жіберейін деген мәселе. Мейірімді, жылулық шашпаса, жамандық шашпайды дейді оларға ешқашан. Валам якун жаббаран асия дейді. Ол сондай біреуге жәбір көрсетуші, сондай тілазар болмаған еді дейді ол Яхья. Сондықтан ол Яхья осындай қасиеттермен өмір сүрді. Және осы Яхьяны жаңағы юдейлер фатуалары, Яхьяның фатуалары, Яхьяның насихаттары көңілдеріне жақпағандықтан сол Яхьяны өлтіреді. Қараңыз. Пайғамбарды өлтіру деген нәрсе. Осы Исраиль ұрпақтарының заманында болған қылмыс қана ол. Қанша заманда не бір нелер болса да мойындамайтын Алланы. Ешбір буында бүйтіп пайғамбарлар өлтірілмеген. Исраиль ұрпақтарында пайғамбарлар өлтірілген. Сөйтіп осындай туралыққа шақырып жүрген адамды өлтіре салды. Сөйтіп енді әкесінің көзін құртайық деді. Сөйтіп Закарияны қуалап жүріп, Закарияны өлтіреді. Біреуін бауыздап, біреуін аралап, Алла сақтасын. Неге бұларды әрбір заманда қияметке дейін, неге осындай бір жаман нәрселер бастарынан өтеді? Бұлардың дейді көбінесе сол жағандай езгілік, жаман нәрседе, адамдардың көбісінің жаңағы жақтырмай берулерінің себебі дейді. Өйткені бұлар Алла Тағаланың аяттарына мойындамайтындардан болған. Сондай-ақ нақақтан пайғамбарларды зұлымдықпен өлтіретін дейді бұлар әр заманда.
Жаңағы Яхия, Закария, мысалы. Хизқил деген пайғамбар, көп пайғамбарлар мысалы. Армия деген пайғамбар, Шиғия деген пайғамбар мысалы. Соның барлықтарын жаңа бірінен соң бірін жақтырмаған кезде өлтіріп отырған. Бұл нәрсені не үшін бұл жерде айтып жатқан нәрсе, құрметті жамағат? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады: «Иннама бақаукум фима салафа мин qablikum min al-umami kama bayna salati al-asri ila ghurubi ash-shams». Мысалы біз қазір аср намазынан кейін отырып қой осы жерде. Қазір Құдай Алла Тағала қаласа күн батады. Аразыр пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам не деп айтады? Бұхариде келген хадистің жаңа бір мәтінінде сендердің дейді осы дүниеде қалған мерзімдерің дейді. Яғни Мұхаммед пайғамбар келгеннен бастап қияметке дейінгі уақытты өлшейтін болсақ дейді, осы сендердің жалғасуларыңа берілген уақыт ол тек қана аср намазынан күн батқанға дейінгі уақыт дейді. Ал асырға дейінгі, бесіннен асырға дейінгі уақытта кітап иелерінен Інжілді ұстағандарға берілген еді дейді. Ол 600 жыл ол. 6 ғасыр. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам мен Исаның арасы өзі бір 6 ғасырды құрайды. Исадан кейін 6 ғасырдан кейін келген пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. 5-ге дейін, таң намазынан 5-ге дейін Исраил ұрпақтарына берілген дейді. Мұсадан бастап былай қарай. Көрдіңіз бе? Ең көп уақыт соларға берілген. Соны жаңа пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам хадисінде айтады: мұсылмандар, иудейлер және христиандарды бір түсіндіретін, бір мысалға келтіретін болсам дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам, онда бір адамға ұқсайды дейді. Бір адам бір үлкен еңбекке адамдарды жалдады дейді. Сөйтіп ол кітап иелері Тәурат ұстанғандарды жалдады дейді. Таңертеңнен кешке дейін ғой жұмыс өзі, заңдылықта. Дұрыс па? Таңертең үйден шығып кетесіз, кешке жұмысыңызды аяқтап үйге келесіз, кеш батқанда. Осындай уақытқа таңдалған еді дейді. Сөйтіп Тәурат ұстанғандар таңнан бастап 5-ге дейін істеді де, 5-нің кезінде болдырды, жарамай қалды, ары қарай болды. Тәурат өзгерді деген сөз. Енді адамзатқа ешкім дұрыс нәрсе айтпайды Алладан. Олардың тарапынан ешкіммен хақты айтамайды енді бітті. Алла жайында, ақырет жайында, ақиқат жайында, пайғамбарлар жайында о жақтан енді ешқашан ақиқатты ести алмайсыз. Сөйтіп Исаны жібереді Алла Тағала. Сөйтіп Иса келеді. Мариям анамыз, Алла Тағала сондай нәрсені қалайды. Мариям анамызды жаңағы Алла Тағаланың бол деген сөзі құдіретімен жаралады. Әкесіз мысалы. Сөйтіп Мариям анамыз оны босанып алып келеді. Босанған күні бір тамақтанып болғаннан кейін, одан кейін жаңағы сөйлемеу оразасы болады оларда. Сөйлемейтін оразаны бұйырады Алла Тағала. Фақули инни назарту лиррахмани саума дейді Мариям сүресінде. Айт, қандай да бір адамды кездестіріп қалсаң, мен Раббыма ораза ұстауға серт бергем. Тек ишаратпен сөйлейсің дейді былай. Болды. Сонымен фаатат бихи қаумаха тахмилуху. Иса алейхиссаламды, Иса кішкентай бала ғой, жаңа ғана босанған, сөйтіп қалаға кіріп келатыр баламен Мариям анамыз. Сосын жаңағылар бүйтіп қарсы алады оны. Қолу, я Марияму, лақаты житти шайын фария. Сен деген өтірік нәрсе, үлкен жала нәрсені алып келіп тұрсың ғой сен. Қайдан шықтың бала? Тису. Сенің әкең жаман адам емес еді. Сенің анаң сондай бір жаман жолдағы кісі емес еді. Қайдан алдың мынаны деген кезде, фаашарат илайхи. Ишарат жасады дейді бесіктегі балаға. Сен бұнымен сөйлестеп тұрсың ба бізге? Кайфа нукаллиму ман кана фил махди сабия. Бесікте жатқан сәбимен қайтып сөйлесеміз. Сол-ақ екен бесіктегі Иса сөйлейді. Субханалла. Қала инни абдулла. Кішкентай бала. Сөзсіз мен Алланың құлымын. Бала сөйлеп отыр. Қараңыз Алланың құдіреті. Мына халықты иманға шақыру үшін, сендіру үшін қандай мұғжизаларға дейін келтіргенде құдіреті. Сөзсіз мен Алланың құлымын. Атани әл-китаба. Раббым маған Інжілді берді.
Ва жаалани набия, мені пайғамбар қылды Раббым. Ва жаалани мубаракан айнама кунту, қай жерде жүрсем де мені берекелі қылды. Мен тек жақсылық шашу үшін ғана жіберіліп отыр тарапынан. Береке шашып жүрген болды. Ва аусани бис-салати ваз-закати, Раббым маған өсиет етті, намазыңды тұрақты оқы, зекетіңді сақта. Мадумту хайя, тірі болғанға дейін. Ва баррам би-валидати, мына анама да мейірімді бол деді маған. Ва лам яджғални жаббаран шақия, мені бір жәбір көрсетуші бейбақ қылмады. Сонда сол сөзді естіп, бәрі өтірік деді ғой. Ва би-қаулихим ва куфрихим аля Марияна бухтана назима. Сондай күпірлік жасады дейді олар. Осын бәріне жүректері біле тұрады, күпірлік жасады. Мариямға жала жапты ғой дейді бұлар, қоймай қойды ғой дейді. Сөйтіп Иса інжілмен түседі. Иса сол Исраил ұрпақтарына жіберілген пайғамбар. Тәуратты толықтырады інжіл. Мен өзімнен бұрын түскен Тәуратты растаушы ретінде мына інжілді алып келдім Раббымның тарапынан дейді. Сендерге харам етілген көптеген нәрселерді адал етті Алла Тағала інжілде сендерге. Егер інжіл деген ұстанатын болсаңдар, ана жақтағы ауыр үкімдер қалады, бітті. Мен келдім сендерге. Аятимен Роббикум. Раббыларыңнан мынандай аяттармен келдім. Анни ахлуку лакум минат-тойри, ка минат-тини ка хайати-тойри. Мен қазір мына балшықты аламын, қараңыздар. Балшықты аламын да бір балшықтан илейді. Құстың бейнесін жасайды. Фа анфуху фихи, қараңыздар. Алланың рұқсатымен ғана. Ей адамдар, Алланың рұқсатымен ғана. Менде ешқандай қасиет жоқ. Қазір мен мынаған үрдеп отыр Раббым. Міне үрем, деп үрген кезде фаякуну тойрон би изнилла, құс болып ұшып кетеді. Алланың рұқсатымен ұмытып кетпеңдер мына сөз деп отыр. Сосын алапес ауру келеді. Алапес ауруға бүйтіп қасында тұрады да. Убриул акмаха вал абраса. Туман соқыр болады ғой. Туғаннан көзі көрмейді. Ондай адамды көзін көрсетіп жіберу деген енді медицина жете алмайды ғой ешқашан оғанда. Соны таң қалатын нәрсе, жаңағы көзі көрмейтін нәрсені. Мына туман соқырды қазір емдеп жіберем да көзі көріп кетеді дейді да, сөйтіп көзі көріп кетеді. Биизнилля деп қосады қайтадан. Алланың рұқсатымен адамдар Алланың рұқсатымен деген сөзді естімейді екен негізі. Иса осындай нәрсеге кетеді екенбіз біз. Сосын жаңағы мұғжиза ретінде, сосын жаңағыдай алапес келеді, ондай емдеп жібереді. Биизнилля ва ухил маута биизнилля. Өлген адамды тірілткен ғой тіпті. Қараңыздар. Бұның барлығы сендер иман келтірулерің үшін ғана. Деп өліні тірілтіп биизнилляны қосады қайтадан. Алланың рұқсатымен. Сосын айтады, «Ва унаббиукум бима таакулуна». Егер қазір үйден не жеп шықтың деп, сол нәрсеге дейін айтып бере аламын дейді. Сен жаңа осындай тамақ жеп шықтың деп, алма жеп шықтың деп қараңыз. «Ва бима таддахируна фи буюдикум». Үйлеріңдегі сарайлардың ішінде не жинап жүргендеріңе дейін айтып бере аламын дейді қазір. Қараңыз. Осының барлығы не үшін дегенде, життікум, жаңағы аятимен Роббикум. Мен Раббыларың тарапынан бір осындай аяттармен келдім. Бұның барлығы тек қана Алланың құдіретті екені. Әлі Алла Тағаланың сендерге күллі жақсылығы кең, егер бойұсынатын болсаңдар. Сондықтан сендерге айтатыным дейді, жаңа мұғжизаның бәрін көрсетіп болғаннан кейін, фаттақулла, Алладан абайлаңдар енді. Ва атиғуни, және маған тек бойұсыныңдар. Мен інжілмен сендерді Алланың разылығына қарай басқара берем. Инналлаха Робби, қағидан айтады. Сөзсіз Алла менің Раббым, ва Раббукум, және сендердің Раббыларың.
фаъбудуху, соған ғана ғибадат қылыңдар. Бұл Иса пайғамбардың сөзі. Хаза сирату мустақим. Тура жол деген өзі осы дейді. Аллаға ғана құлшылық қылу тура жол деп аталады дейді. Сөйтіп осында Иса насихат жасап, адамдар сеніп келе жатыр. Жаңа шәкірттері бар, кезінде пайғамбарымыз қасындағы сахабалар болған секілді. Адал шәкірттері пайда болады. Солардың жаңағы еріп жүретін серіктері ғой енді қасындағы. Соларға Інжілді үйретіп, иман жолы бастала бастайды. فَأَمَنَتْ بِهِ طَائِفَةٌ وَكَفَرَتْ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَكَفَرَتْ طَائِفَةٌ дейді. Сөйтіп Иса пайғамбар Інжілмен келгеннен кейін Исраил ұрпақтарының бір тобы иман келтірді Исаға, және Інжілге, бір тобы кәпір болды дейді. Міне қараңыз. Інжілмен сыналды да. Сонымен فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ. Осылайша біз иман келтіргендерді өз құдіретімізбен демеп, жеңісімізбен әлгі мойындамайтындардың үстінен үстеміп қойдық дейді. Жаңағы 6 ғасырдың ішінде сол нәрселер болады ғой. Сосын ең соңғы мәселе Иса пайғамбарға байланысты. Иса пайғамбарды өлтіруге бел байлайды олар. Оны өлтіреміз дейді. Ол кездегі жаңағы римдіктер, мысалы, империя болып тұрған кездер, мысалы, соларға апарып Иса туралы жала жабады. Мынау сіздің орныңызды алып қояйын деп отыр. Осындай бір адам шығыпты, сиқырмен айналысады екен, бірдеңелерді істейді деген, халықты сізге қарсы көтеріп жіберуі мүмкін, өте қауіпті адам дегендей нәрселер, жалалар ұйымдастырып, сөйтіп Иса пайғамбарды өлтіруге келеді ғой адамдар, ұстауға, өлтіруге дегендей мәселелер. Соның барлығы сол баяғы бір пайғамбарды өлтіргеннен кейін ол кетпейді екен, болды ол. Жаман нәрсе екен ол. Ұрпақтан ұрпаққа сіңе береді екен ғой. Егер әкесінің тәубасы, әкесінің күпірлігі үшін жыламаса, ол бала иман келтіріп, ол соныкін қайталайды екен ол. Сондай қиын жағдай болғанда. Сөйтіп, Аллах Тағала тарапынан білдіріп, Иса олардың енді иман келтірмейтін, жаңағы азғантай иман келтірген топтан басқасының иман келтірмейтінін сезген кезде, және олардың Исаны өлтіруге қарай келе жатқанын сезген кезде, «Қола мән ансары илалла» дейді жаңағышы серіктеріне. Кім Аллаға қарай менің ісімді жалғастырып, Інжілмен тура жолды бастайды ары қарай? Кім көмектеседі маған? Егер мен кетіп қалсам қазір, кім бұл істі жалғастырады деген кезде, «Қолал хауарiyuna нахну ансарулла». Сол кездегі жаңа Исаның хауарилері айтты дейді, біз Алланың жәрдемшісі боламыз, біз көмектесеміз деп. Негізі олар дәрежесі мықты. Өйткені Алла Соф сүресінде былай деп айтқан: «Я айюхаллазина аману куну ансаралла». Ей иман келтіргендер, Алланың жәрдемшілері болыңдар. Кама қала Иса лил хаварiyina мен ансари илалла. Қолал хаварiyuna нахну ансарулла. Сол бір кез Иса өзінің хаварилеріне айтқан еді, кім Алланың жәрдемшілері болады деген кезде, олар біз боламыз дегендей. Ей иман келтіргендер, сендер де Алланың жәрдемшілері болыңдар дейді. Көрдіңіз ғой? Яғни олардың дәрежесін үлгі қылып тұр да Алла Тағала. Содан Иса пайғамбарды өлтіруге жаңағы әрекет жасалады бұлар тарапынан. Сол жаңағы өлтіруге әрекет жасаған кездерінде Алла Тағала сондай бір құдіретін жасайды ол жерде. «Ва макараллаху валлаху хайрул макирин». Олар өздерінің құлдық сұмдықтарын жасады. Алла Тағала да өзінің амал шарасын жасады. Өйткені Алла Тағаланың амал шарасы ол өте керемет нәрсе. Сөйтіп олар оны өлтіреміз деп тұрып келген кезде, ұқсас, соған ұқсатылып көрінген бір адам көрінеді. Ол жаңағы сатқын ба, соларды алып келген сөз ба? Соларды алып келген біреу ма? Тағы бір риуаяттар бар. Олардың жаңағыда несі бар? Іштеріндегі бір жас бала мен деп жаңа айта берген. Сол баланың несін ұқсатты деген. Ең басты нәрсесі жаңа Құрандағы Ниса сүресінде Алла Тағала айтады: «Ва ма қаталуху». Сөзсіз олар Исаны өлтірген жоқ. Бұл Құранның сөзі. Мен айтып жатырмын деп отыр Алла Тағала. Ол өлтірген жоқ дейді олар Исаны. «Ва ма салабуху». Ағашқа да асқан жоқ дейді. «Валакин шуббиха лахум». Бірақ оларға солай көрсетіліп қалды дейді. Көрдіңіз бе? Біреуді өлтіріп, алдап, сондай нәрселерді жасаған. Содан «Ва ма қаталуху яқина». Нақты өлтірген жоқпын деп қайталап айтам дейді. Көрдіңіз бе? «Баррафаахулла». Бірақ Алла Тағала оны көтерді дейді. Өзінің хұзырына,
өзінің әміріне қарай болды. Сосын қияметтің алдында түседі. Қияметтің алдында түскен кезде Алла Тағала сол Ниса сүресінде айтады: "Ва мин ахлил китаби ламан юъмину бихи қобля маутихи". Кітап иелерінің ішінен осы Құранға, пайғамбарға, Мұхаммед пайғамбарға иман келтіретіндер болады, міндетті түрде дейді Құран. Қобля маутихи, Иса өлмей тұрып дейді. Иса түседі, өмір сүреді. Ана Масихи Даджалды өлтіру деген оңай нәрсе емес. Ол Масихи Даджал деген бүкіл сиқырды билеген, жердің бетін тазартуға келеді ол. Көрдің? Жердің бетін тазартып, кімнің бойында қандай ауру бар, сол аурумен шақырады ғой, тартып алады күллі жердің бетіндегісін. Ол қиын сынақ болады өте бұл үмбетке. Сондықтан оның сынағынан әрбір намазда сыйынып жүруіміз себебі сол. Оның сынағына енді Алла Тағала сақтамаған адам болмаса, таухидың көмектеспей қалады. Егер ішімізде белгілі бір ауру дерттер жүрсе басқа күнәларға деген, сол күнәні реклама қылып тарта салады, өзіне болды. Сол Масихи Даджалды өлтіреді ол. Яжуж Мажуждың кезінде болады бұл оқиғалар. Сөйтіп бұл жаңағы екіндіден бесіннен, таң намазынан бесінге дейін Яхияға дейін бітті. Яхияны өлтірді, Закарияны өлтірді, Таурат өзгерді, бітті. Сонымен олар жарамай қалды. Сөйтіп бесіннен екіндіге дейін Інжілдің елдері келді дейді. Бұл жаңа Исаның шәкірттері. Исаның шәкірттері бұларды қатты қудалайды, бұлар жан-жаққа қарай тығылады. Дінді оқыту деген нәрсе өте қиынға соғады, өте жасырын түрде оқытылады. Тіпті сол иманды, пайғамбар Мұхаммедке деген иманды сақтап жүрген аманат, ол священник болып істей береді сол кезде, қараңыз. Бірақ жүрегінде мұсылман. Ол солай сақтаған адамдарға дейін болғанда. Сондайларға жолығып, Сәлман Фариси сондай адамдардың қолында болып келген ғой пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға. Өйткені Иса пайғамбар шәкірттеріне ең соңғы айтқан сөзі: "Ва мубашширун", мен сондай-ақ бір сүйінші, сендерді сүйіншілеуші елші ретінде жіберілдім. Алдындағы Тәуратты растаушы, Інжілмен келдім, және өзімнен кейін келетін мен бағди исмуху Ахмад, Ахмад есімді соңғы пайғамбармен сүйіншілеп келдім дейді. Ей шәкірттерім деп елеріне серіктерін айтқан соңғы пайғамбарды қалай естисіңдер? Біз сеп бердік Аллаға, міндетті түрде қасына барып жәрдем беріңдер. Міне солай ғана менің иманымды, оған деген иманмен жалғап қана маған деген иманымды сақтай аласыңдар. Әйтпесе үзіледі дейді, болды. Маған сеніп о жақты түзетін болсаңдар. Содан жаңа шәкірттері тығылып, көп жерлерде сондай нәрселер болып, солардың іштерінде Сәлман Фариси сондайларға түсіп қалып, ақиқатсыз дегендіктен. Олар ең соңында пайғамбарымызға қарай сілтеп, Мединаға қарай Сәлман Фариси келіп, сол соңғы Исаның жаңағы тізбегіндегі ең соңғы Сәлман Фариси болып тұруға келіп алып келіп тұрған. Көрдіңіз ба? Өйткені кітап иелерін Алла Тағала айтады: "Ва иза самиғу", егер кітап иелерінің ішіндегі жаңағы жүрегі дұрыстары, Исаның аманатын сақтап жүргендер, Мұхаммедке байланысты саллаллаху алейхи ва саллям, иза самиғу ма анзала иля расули, Мұхаммед елшіге, Мұхаммед пайғамбарға саллаллаху алейхи ва саллям түскен Құранның аятын естіп қалса дейді, егер олар оқыған кезде, тара ағюнахум тафиду минад дамғи, бірден байқасын дейді, көзінен жас кетіп отырған дейді. Бірақ ана өзінің системасында ықпал қатты да, өліп қалам ба деп шығамаған сондай. Бірақ жүректе сақтап жүргенде ол естісе көзінен жас кетеді дейді. Мимма арафу минал хаққи, ана хақты таныған кезде дейді, бірден көзден жас кетеді дейді. Сөйтіп айтады дейді: "Раббана аманна", Раббымыз, біз имандамыз ғой деп. Қараңыз. Фактубна мага шахидин, бізді Мұхаммед пайғамбарға деген куәлікпен жазшы бізді. Өмәләна деп өздері кішкене қоттандырып қояды ішінен. Не болды сонша бізге Аллаға иман келтірмейтін деп. Өмәжәәна минал хаққи, сондай-ақ мына келген ақиқатты мойындамайтындай не болды бізге? Уанатмағу, біз үміт етеміз. Айюдхилана роббуна мағал қауми салихин, бізді Алла Тағала салиқалы қауыммен бірге кіргізіп қояды деп, иншалла. Сол сөзінің өзі дейді, сондай ортада жүріп, сол жүрегімен сөзінің шын болып жатқан үшін, қаныңыздаршы, фаасабакумуллаху бима қалу, сол айтқан сөздер үшін жаза салды ғой дейді жәннатта.
Jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha. Zalika jazaa'ul muhsinin. Muhсиндердің жазасын осылай жасаймыз дейді біз. Яғни жарлы қауым. Сонымен осы буын жаңағы бесінге дейін былай өтеді. Мына жақта жаңағы насаралардың буыны өтеді. Одан кейін енді пайғамбарымыз салсам буын жақындап келе жатыр. Соңғы пайғамбар Иса сүйіншілеген, иншалла Құдай қаласа. Енді бұл жерде тағы бір айтып кететін мәселе Меккедегі бағана Исмайылдың алейхиссалам насихаты жүріп жатыр. Тура жол деген нәрсе жалғасып келе жатыр Меккеде. Сөйтіп бір буынның ортасында жалпы тарихында ол сол қоғамның ішіндегі жақсы тәуір адам болған. Амру ибн Лухай деген. Сол жерде адамдар оны кішкене өнеге тұтып, сондай бір жақсы сөздерін айтып ол. Бірақ Исмайылдан қалған бір мінез, әдеп, сондай бір нәрселер қалса да, білімнің тұнығы кетті. Яғни, бұл болмайды ғой деп тоқтататын білім жоқ. Сондықтан осы жерде сол кісі Шам еліне сапарға барады. Шам елінде жаңағы насаралардың ықпалы болып жатады. Жоқта да енді христиандар көп. Ол кезде олар жаңа Израиль ұрпақтарынан иман келтірмейтіндерді езгілеп қанап жүрген Византия империясы. Солардың несіне түсіп қаладылар. Содан Шам елдеріне барса бір адамдар пұттарға табынып жатады. Сосын сұрайды, не нәрсе деп пұт. Аларың не деп сұрайды? Меккеде пұт болмаған. Меккеде мүсін болмаған. Содан жаңағы не нәрсе деген кезде олар айтады, біз осы нәрсеге сыйынамыз, жаңбыр жоқ кезде осы арқылы тілейміз, бізге жаңбыр болады. Жаңбыр жоқ кезде тілейміз, жаңбыр болады бізде. Қиыншылық болған кезде тілейміз, қиыншылық кетеді. Сонымен осындай пұт бұл бізді Құдай тағалаға жақындатпаса, жалпы алыстатып жатқан нәрсе істейді бұл. Онда мен біреуін алайын деп, Хубал деген біреуін алып, Меккеге алып келеді да Қағбаның ішіне қояды. Халық жиналады. Амру, не істеп жатырсыз? Мен осындай бір елде болдым. Бізде енді керемет бір рәсім, құлшылықтар, намаз деген нәрселер жоқ қой бізде. Бір жақындайтын нәрсе ретінде алып келдім бұны. Сонымен халық көнеді, іштерінде кейін тәуір адам болғаннан кейін. Сөйтіп ол төртеу болады, ол бесеу болады, ол осынша болады. Араб жазирасына кетеді. Қажылыққа адамдар келіп тұрған кезде бұрын тек қана Қағбаны алып, жаңағы ләббайка деген сөздің өзі жаңағы Алла Тағаламен байланысты болатын да. Қажылық сөздерінің өзі. Бұттар келгеннен кейін быт-шыт болады әндер. Сол қысқаша сол кісі келгеннен кейін мүсіндер пайда болады. Мүсіндер пайда болғаннан кейін дәстүрлер өзгереді, күллісі мүсіннің несіне кетеді. Неше түрлі ырымдар кетеді. Жаңағы мысалы адамдардың өзі бүйтіп барады да бір құсты үркітіп жібереді. Жаңа құс оңға қарай ұшса, сапарға шығуымызға болады екен дейді. Солға қарай ұшса, сапарға шығуға болмайды дейді. Жебелер мысалы, бір жебеге я деп жазады, бір жебеге жоқ деп жазады, бір жебеге белгісіз деп жазады. Сосын жаңағына бір үйленетін кезде, немесе бір іс бастайтын кезде, бір жорыққа шығатын кезде жаңағы жебелерді қояды. Сосын жаңағы суырып алған кезде я десе, онда бара береміз дейді. Жоқ десе, бармаймыз дейді. Белгісіз шықпаса, қайтаран араластырып, қайтаран алады. Малдың түрлерінде сондай бөліп тастайды, неше түрлі. Мынау әйелдерге жеуге болады, мынау еркектерге жеу керек, мынау пұттарға арналған, мынау Аллаға арналған. Осындай нәрселер араласып, жалпы пайғамбарымыз салсам айтқан, маған Аллах Тағала уридат алайян нару, маған от көрсетілді дейді. Тозақтың ішіндегі көптеген азаптар көрсетілді. Сол көрсетілген азаптардың бірінде мен Амру ибн Лухайды көрдім дейді жаңағы кісіні. Сол Амру ибн Лухайны қарны жарылып, күллі шек қарны тозақтың ішінде сүйретіп жүр екен дейді. Әуәлу мән ғойяра ахда Ибрахим. Ол Ибрахимнің Алламен байланысты сиырдың ең әуелі бұзып өзгерткен осы Амру ибн Лухай дейді пайғамбарымыз салса. Сондай-ақ ең бірінші мүсіндерге табынған да осы кісі Абд ал-Аснамы дейді. Сондай-ақ мал, жаңағы 4 түлік малға байланыстыра неше түрлі рәсімдерді шығарған да осы дейді. Міне сөйтіп осындай жағдайлармен Меккеде де жаңағы тура жол көрсететін нәрсе жоқ. Жалпы Ибрахим біздің атамыз, Исмайыл біздің атамыз деп Ибрахим мен Исмайылдың да мүсінін жасап қойған Қағбаның ішінде тұрған ол.
Исмаил алейхиссалам жаңағы құрбан шалатын кездегі қошқардың 2 мүйізі пайғамбарымыздың заманына дейін қағбаның ішінде сақталған риуаят бойынша. Осы Ибрахим атамыз, Исмаил атамыз жалпы Алламен байланыс ешқандай дұрыс таным жоқ, күллі нәрсе өзгеріп кеткен. Алла тағалаға серік қосу деген нәрсе керемет болған. Қағбаны айналатын кезде де алыстан келген адамдар қағбаны айналатын кезде киімдеріміз күнәлі киімдер ғой, мынамен қайтып айналамыз дейді да. Сосын олар мынандай заң шығарады: біздің ішімізде бір салиқалы адамдар бар, сол салиқалы адамдардың киімін алып киініңдер дейді. Сосын солардың киімін сұрап алып қағбаны айналады. Ал егер ол киім жетпей қалса, біреу айтады: онда ана күнәлі киімдерін шешіп тастаңдар да айнала беріңдер деп. Сөйтіп жалаңаш жүрген кездерде болғанда. Осылайша бұзылды ғой бұл нәрсе. Міне осы нәрсені түзейін деп Құдай қаласа пайғамбарымыз саллаллаху заманы келе жатыр енді. Пайғамбарымыз саллаллаху жақында дүниеге келеді Құдай қаласа деп. Сол пайғамбарымыз саллаллаху дүниеге келетін жыл піл жылы деп аталады. Піл жылы да бір оқиға болған. Ол оқиғаны Құранда Әл-Фил сүресінде айтылған. Сондай-ақ оның жемісі, ол оқиғадан кейінгі жағдайдың өзгерісі Құрайш сүресінде айтылған. Міне сол оқиға болғаннан кейін, 50 күннен кейін пайғамбарымыз саллаллаху дүниеге келеді. Сондықтан біз келесі сабағымызда Құдай қаласа жаңағы Құрайш сүресінің Құрайш пен Фил сүресінің тәпсірлерін аламыз, жаңағы оқиғаға толық тоқталамыз. Ол жерде үлкен оқиға болған, ол кәдімгідей. Сосын арғы 3-ші сабақта 50 күннен кейін пайғамбарымыз саллаллаху дүниеге келеді. Сөйтіп пайғамбарымызды дүниеге күтуіне кіреміз. Бүгінгі сабақ сол жалпы пайғамбарлардың тізбегі, пайғамбарымызға дейін қалай келген, аманатты қалай көтерген, жаңағы нәрсені қайталап кетейік. Таң намазынан 5-ге дейін Исраил тәураттықтарға берілді. Олар ұстап келді, 5-інің кезінде жарамай бітті, тайды. Одан кейін кітап иелеріне берілді, Інжілді ұстағандар. Олар 5-нен 2-ге дейін пайғамбарымыз саллаллаху мысалды солай түсіндіріп отыр. 5-нен 2-ге дейін ұстап берді, одан кейін жарамай қалды дейді. Інжіл де өзгеріп кетті, қазір бірнеше түрі бар Інжілдің. Сондай-ақ Иса пайғамбар деген нәрсеге әлі келмей жатыр. Иса Құдайдың баласы, тағы да басқа өзгерістер көп. Енді бұның бәрін жөндейтін Құран келгелі тұр да. Сол пайғамбарымыз саллаллаху айтады: асырдың кезінде бізге Құран берілді дейді. Пайғамбарымыз сөйтіп айтып отыр хадисте. Сөйтіп біз ақшамға дейін, заманның ақырына дейін біз істейміз дейді бұл аманатты енді. Сондықтан иншалла осы сабағымызға Алла тағала береке берсін. Аллах тағала баршамызға береке берсін иншалла.